Сәлем достар, бұл біздің подкаст. Бүгінгі қонағымыз акушер-гинеколог, репродуктолог маман Әйгерім Дүйсенбаева. Әйгерім ханыммен біз екінші рет кездесіп отырмыз. Бұрын маманға сұрақ деген жобамызға келген еді, бірақ ол енді әзіл түріндегі жоба болғандықтан біз гинекология ғылымына бойлай алған жоқпыз. Енді сол олқылықтың орнын толтырмақ ниетпен шақырып отырмыз сізді бүгін. Әсіресе қоғамдағы табу тақырыптар, айтылмайтын, бірақ айтылу керек мәселелер туралы әңгімелесеміз, иә. Сәлем, құрметті оқырмандар, құрметті Шынар ханым. Бүгін бір керемет көңіл күйде отырмын, себебі мен Ақтөбе қаласынан келдім. Енді біз жағы бұрында да кездестік қой, бұрында да бір қызықты жалпы осы арнада үлкен бір сіздер сұрақты жеңіл түрде қоясыз. Аса былай медицинаның ауыр тілдерімен үлкен жағы сіздің оқырмандарыңызды бір жеңіл тақырыпта жеңіл жеткізе аласыз жалпы. Сол өте енді пайдалы болады деп үміттенемін. Жақсы бір эфир болады деп ойлаймын. Рахмет келгеніңізге. Енді жаңа айтқандай бізге бұл саладағы көпшілік білуі керек нәрселерді түсінікті қарапайым тілмен жеткізгіміз келеді расымен. Ендеше бірінші сұрағым сізге, осы салада жүргеніңізге көп болды ғой. Мысалы ең бір ашуыңызға тиетін қандай мифтер бар? Халықтың арасында тарап кеткен, бірақ құдай-ай олай емес, дұрысы былай деп айтатындай мифтерге тоқталып өтсеңіз алдымен. Енді негізгі миф дегеніміз, бұл мифте жалпы енді мен эко саласындағы маман ретінде жалпы осы эко бағдарламасына көбіне ер адамдардың немесе әйел адамдардың жиі қойылатыны жағы енді ашуға да тиетін болуы мүмкін, былай да енді біз енді ашуламаймыз, дәрігерміз ғой, сабырмен қабылдаймыз, түсіндіреміз деген сияқты. Бірақ ең бірінші жағы басқа біреудің ұрығын салмай ма, менің ұрығым сала ма деп жағы әйел адам болсын, әсіресе мына ер азаматтар тарапынан басқа біреудің ұрығын салып қоймай ма. Бұл енді біз қоғамда жалпы кез келген медицинада әсіресе кез келген нәрсенің артында үлкен жауапкершілік бар. Екінші миф бұл оның бала дені сау бола ма, экодан туылған бала пробиркадан туылмай ма. Және де көбіне осы басқа адамның ұрығын сала ма деген осындай сауалдар қойылады. Сонда біз түсіндіреміз, басқа біреудің ұрығын салу ол үлкен заң жүзінде болсын, жалпы генетикалық ол өте үлкен қате, және миф ол енді пациенттер оны қазір енді біліп жатыр көбінесе. Сондықтан жалпы экодан да туылған балалар әлі күнге дейін солай сұрақ келеді. Экоға бармаймыз, ой, эко деген бір пробиркада жасанды жолмен деген сияқты сондай сұрақтар болады. Сол. Иә, сіз енді қазір эко саласында жұмыс істеп жүрсіз ғой, сондықтан да жауабыңыз да осындай болды. Жалпы одан да бөлек мысалы жаңағы менструацияға байланысты да немесе басқа да байланысты мифтер көп сияқты. Жалпы жыныстық сауаттың жетіспеушілігінен. Енді осыдан қадам-қадаммен бастасақ, мысалы бала кезде қыздар да, жігіттер де балалар да жыныстық жағына жетіле бастайды. Ал бірақ білесіз, мектепте көп ол туралы айтылмайды, ата-аналар да айтпайды. Жалпы бала мен ата-ана жыныстық сауат туралы қай жастан бастап сөйлесе бастау керек? Енді менің ойымша, дәрігер маман ретінде айтатын болсам, жалпы 11-12 жастан бастап қазір қыз балаларда етекір келіп жатыр. Бұрын біз айтсақ 13-14 жастан десек, бір қазір ерте жетілу немесе 11-12 жастан келетін қыз балаларымыз бар. Бірақ бұл қыздарды біз ата-ана тарапынан жалпы психологиялық тұрғыдан денсаулығына қандай да бір дене тұрқына байланысты өзгерістер болатындығын, жалпы дайындықты бастау керек деп ойлаймын. Бұл енді қала тұрғындарының арасында болуы мүмкін, ал жалпы да енді шет ауылдарымызда әлі де осының жыныстық сауаттылықтың бір жетілмеуі, және де мұғалімдер, психолог мамандар әрине қазір барынша біз негізі былай ғой, ауыз толтырып айтамыз. Ой, психологтар да жұмыс жасап жатыр, анау да жұмыс жасап жатыр, немесе даже үлкен үйіндегі бір жаңағы тәтелері, сестралары дейміз де, әпкелері кейде сол айтылмай жатады. Айтылмай, ол етеккірдің бір алғашқы келгеннен бастап бір қорқыныш, үреймен немесе әлі дайын еместігі де байқалады. Сондықтан бұл жерде аналар, мысалы қалаларда мүмкін
айтылады деп ойлаймын. Себебі бұл жерде жалпы дәрігерге қаралуы, етеккір циклінің бұзылысына байланысты, қандай да бір өзгерістерге байланысты, немесе етеккір циклінің ауырсынуына байланысты да дәрігерге жүгінеді. Ювенолог деп аталады дәрігер, яғни қыз балалардың жаңағы өзінің арнайы дәрігерлер бар, эндокринолог мамандарымен бірігіп жаңағы біздің қыздарымызға көмек береді. Ол ешқандай да ұят емес. Ал сол жерден бастап кішкене біздің жетіспейтін әлі де бізге мына ұят, ой, ол бір болмайтындай секілді, әлі қыздың жетілуіне байланысты бала қайдан туылу керек, етеккір қалай келеді, ол кезде қандай гигиеналық жағдайларына, барлығына біз қыздарымызды кейде дайын болмай жатады. Және де ерте жүктілік болуына байланысты, жүктіліктен сақтанбау, ол жүктіліктің 15-16 жастарға қыздарымыздың ерте түсік тастауы мысалы да, ол яғни жыныстық жетілмеудің мына ата-анамен жалпы енді үлкен жауапкершілікті біз мектеп, әрине психолог деп жүктей алмаймыз, бірақ ең бірінші жауапкершілікті ата-ана алу керек деп ойлаймын өзім маман ретінде. Ал жалпы мектепте мысалы жыныстық сауат туралы оқытуға көзқарасыңыз қандай? Көзқарасым жақсы. Бұрын мен өзім студент кезінде, енді өзіңіз білесіз ғой, былай қосымша жаңағы біз медицина саласында оқып жатырған кезде мен өзім осы әр 9 класстан 8-9 сыныптардың арасында осындай жыныстық сауаттылықты оқығанмын. Арнайы жаңағы етеккір қалай келеді, қандай бұзылыстар болады, сүт безінің өсуіне байланысты, жалпы өз дене тұрқымызды қабылдау деген сияқты осындай жақсы бір қыздар сол кезде ұялшақтау, ұяң болып, жаңағы жігіттерді біз шығарып жібереміз, арнайы қыздармен әңгімелесеміз. Мысалы сол кездерде қыздардың ұялып, жаңағы айта алмай, кейбір қыздар мысалы сұрақ қою арқылы мен солай қысылмаңыз, осындай прокладка болады, яғни төсеніштерді осылай қолдана білу керек, онда тұрған ештеңе жоқ, мен сондай төсеніштерді жаңағы тарататынмын. Мысалы бір класста 13-15 қыз болса, соларға түсіндіретін бүкіл Алматы қаласында бүкіл мектепті аралап, қаланың мектептері. Ол кезде де әрине ішінде қаланың өзінде де болса да гимназия, үлкен лицей, кәдімгі жаңағы біз былай айтамыз ғой, жаңағы қоғамда бір дамыған дейміз ғой енді. Сол қыздарымыз кейде сол сұрақ қойып жататын. Бірақ мен сол кезде өздерін еркінсініп, бізге бір халат беріп қояды ғой, ақ халатпен бір басқаша бір қабылдау кішкене қиындау болатын. Мен халат шешемін да, мен айтатынмын, иә, мен медицинада оқитын болашақ дәрігермін, бірақ мен сізге еркін тақырыпта осылай қыздар арасында сөйлесейік бір-бірімізбен. Сол кезде еркінсініп, олар маған келіп айтатын. Жеке сұрақтарыңыз болса жеке қояйық деген сияқты осындай сауаттылықты үйрететінмін. Енді қазіргі таңда мен ойлаймын, ол біз қазір интернет заманы, жалпы ақпарат көп, қыздардың арасындағы осындай әлі де, егер мен бұл сұрақты мен айтар едім, жетіспейді деп айтуым себебім, бұл ерте жүктіліктің болуы әлде тоқтамай тұр. Мысалы 15-16 жастағы қыздарымыз әлде жүктілік болып қалуы, мысалы да, мектеп жасындағы қыздарымыз, ол әлі де біздің ақпаратты толық біз қыздарымызға берілмегендіктен деп ойлаймын. Иә, келсем. Оның үстіне бізде жаңа етеккірге байланысты көзқараста сәл қиындау ғой, себебі оны айтпайсың, талқыламайсың, өтіп кетсе оған ұяласың. Тіпті қазір феминистердің өзі етеккір деген сөздің ол кіремес деген сияқты оған деген көзқарасты өзгертуге тырысып жатыр да, адамдар ұялмайтындай. Меніңше алдағы уақытта жақсы бір өзгерістер болатын сияқты қоғамымыз санада. Жалпы енді қыз балаға етеккір жаңа ерте келетін болып жүр деп айттыңыз ғой. Оның себебі не, және мысалы ата-аналар неше жастан бастап қызын гинекологқа, жасөспірімдер маманға апару керек, қаралу керек? Енді мен жаңа айтып кеттім, тіпті 11-12 жастан бастап етеккір келетін жағдайлар болады. Себебі ол ерте жетілу, ол мысалы гормоналдық. Кейде мысалы мен эко саласында жұмыс істегендіктен мен айтар едім, сол 11-12 жастан бастап етеккір келген қыздарымызда мысалы 25-30 жастағы сол толған кездегі ұрық тапшылығы кездеседі. Мысалы ұрықтың азаю кездеседі ерте келуіне байланысты. Сондықтан бұл жерде кішкене енді әрине әр қыз балаларды біз индивидуалдық түрде қараймыз, бірақ бізде кейде мысалы қыз келіншектеріміз тұрмыс құрғаннан кейін жалпы тұрмыс құрғаннан кейін ешкім эко маманына бармайды. Мысалы ол бір экоға бір кемінде ұзақ жылдар бойына көтере алмаған, болды енді бәрі тозып, бәрі жаңағыдай гинеколог үміт жоқ болған кезде барады. Негізіндегі
біз мамандар ол ерте мына етекір циклының бұзылысы қандай себеппен, мүмкін ол кісіде бұрыннан енді ұрық қоры аз болып туылуы да мүмкін. Ол қыз балаға мысалы 25 жастағы қыз балада 40 жастағы әйелдің ұрығындай болуы мүмкін. 40 жастағы әйелде мысалы ұрық тапшылығы кездеседі. Ал 25 жастағы қыз балаларда онда кездеспеу керек. Ал ол кісі егер бізге мысалы тек осы гинекологқа қаралайыншы деген уақытта мысалы біз ультрадыбыс зерттеу арқылы біз көре аламыз ұрық қорының аздығы. Мысалы ол қызымыз әлі оқуда, мысалы жұмысын істеп жүрген қызымыз болуы мүмкін. Әлі жүктілік жоспарлау мақсатында қазіргі бір 3-4 жылдықта мысалы жоспарда болмаса, ол қыз балаға біз айтамыз, сізге тұрмыс құру керек, немесе ұрықты ерте қатыру керек. Себебі ертең 35-40 жасқа келгенде ұрық тапшылығы кездесуі мүмкін. Өзінің генетикалық аналық ұрықтарының, яғни тапшылығы кезде ерте ұрықтың таусылуы байқалады. Ол себебін нақты мынадан деп айта алмайсың. Ең бірінші себептер бұл аналық безіне операция жасау, мысалы қандай да бір киста, мысалы жатыр аналық бездегі кисталар операция жасалса, немесе жалпы да анасының ішінде болған кезде жалпы аналық ұрықтар беріледі ғой. Сол кезден бастап ол әуелден мүмкін аз берілуі мүмкін. Генетикалық. Иә. Оны нақты осылай деп себебін айта алмайсыз. Біз көріп тұрмыз қазір да қазіргі жағдайда осылай ұрық тапшылығы кездесіп тұр. Қазіргі жағдайда дегенде бұрындары да бұндай проблема болған сияқты ғой, иә, негізінде, бірақ бұл ұрық тапшылығы демей бедеулік деген диагнозбен қойып солай атаған сияқты, иә. Ал ұрық мысалы 25 жаста қыздарда да ұрық жыныс жасушасы азайып бара жатырса, оны қатырып қойғысы келсе, ол процесс қалай жүреді? Иә, ол бізге келеді мамандарға, біз анализдер тапсырады, МЗРК кәдімгі приказ бойынша, сосын арнайы етекір циклына байланысты дәрілер беріледі. Негізі әйел адам ұрығында 28 күнде, мысалы етекір цикл 28 күнге созылатын болса, бір ғана аналық ұрық шығады. Ол бір аналық ұрық ұрықтану мүмкін, ұрықтанбауы мүмкін. Ал қатырған кезде біз яғни сырттай гормоналдық препараттар беру арқылы қанша аналық ұрық шығады, соны қатырамыз. Мысалы, эко бағдарламасында айтады ғой, жаңағы қанша эмбрион бар, мысалы бір 10 шақты, 15 шақты аналық ұрық қатырса, ол болашағына мүмкіндік бар деген сөз. Әйтеуір өзінің генетикалық ертең тұрмысқа құрып жатса, кез келген уақытта оны пайдаланып, ары қарай ана болуына мүмкіндік бар. Яғни өзінің аналық ұрығымен мүмкіндігі бар деген сөз. Бұл қатыру процесі, қатыру процедурасы қанша қымбат па? Қымбат емес. Негізгі қымбаттылығы дәрілік препараттар қымбат тұрады. Мысалы, әйелде біз бір аналық ұрық өссе, біз ода мысалы ол пациентте оң жақ сол жақта шамамен бір 10 шақты аналық ұрық шығуы мүмкін. Бір етекір циклында. Сонда сол 10 шақты аналық ұрығын дәрілік препараттарға бір 600-700 мың қаражат кетеді. Бір реттік төленетін нәрсе, иә? Иә, ол дәрілік препараттарға кетеді. Ол шамамен айтып отырмыз, стандартты бағдарламада. Ал ұрықтың қатыруы бір 400-500 мың айналасында. Кемінде бір 1.200-1.300 кетеді. Дәрілік препараттармен бірге. Қызық. Етеккір цикліне келсек, мысалы жаңа кішкентай кезде, жасөспірім кезде етеккір келді, қандай болады, және ең дұрысы неше күнде қайталанып келу керек, және түрі, оның түсі де маңызды, соған байланысты ең дұрыс нұсқасын айтсаңыз, және егер де осындай жағдайлар болған кезде міндетті түрде гинекологқа келу керек деген. Мысалы, ең бірінші жылы 13-14 жастан бастап алғаш етеккір келсе, бір жылдың көлемінде етеккір циклы кезектесіп, мысалы, етеккір циклы ретсіз болуы мүмкін, бұзылысы болуы мүмкін. Ол бір жылдың көлемінде ол етеккір циклы өз орнына орнығады. Яғни ол қалыпты жағдайда 3-4 күн келіп, немесе 5-6 күнге дейін келуі мүмкін. Ұзақтығы етеккір циклының ұзақтығы, мысалы, біз қалай санаймыз? Ол 28 күн келмейді ғой. Біз етеккір цикл бүгін келсе, мысалы, бүгін бірінші күн деп саналады да, келесі етеккір циклына дейін ол 6, 7, 8, 9, 10 деп 28 деп саналады. Негізгі ретті етеккір циклы 28 күн жүру керек. Ол қалыпты жағдай. Соның ішінде 14, 15, 16 күндері овуляция дейміз. Ол овуляция дейін ұрық көтеріп қою мүмкін, мысалы, жыныс қатынасқа түссе. Сонда сол циклдің 14, 15, 16 күнде овуляция күндеріне егер сақтанбаса, қорғанбаса, онда жүктілік болып қалуы мүмкін деген сөз.
ол аналық рухтың жағы жарып шығуы, пісіп жетіліп жарып шығуы. Енді мысалы шамамен егер жақсы етекір циклы мысалы 4-5 күн келгенде, шамамен енді жастау келгенде 4-5 күнде келеді де, және жасы ұлғайған сайын етекір циклың күндерде азаю мүмкін, және де жағы қалай еді, аз келу, аз келу деп байқалуы мүмкін. Сол кезде аз келіп немесе етекір цикл бұзылған кезде, сол кезде біздің мамандарға келеді. Бұл жаңағы ұрықтың азаюымен тікелей байланысты ма? Иә, тікелей байланысты, немесе басқа да эндокриндік бұзылыстарға байланысты. Мысалы қандай да бір қыз балаларда кейбір кезде былай болады, етекір цикл келеді 14 жастан бастап, реттелді делік 15 жаста, бір жыл бойына реттелді, реті келіп жүріп, мысалы 17-18 жасында қандай да бір стресс болды делік, дипломдық жоба қорғау делік, ол жерде етекір цикл бұзылып, немесе ол қыз баламыз 10 килограмм 15 килограмм мысалы қосып алды делік, қандай да эндокриндік жүйелердің бұзылысы байқалса, ол кезде етекір циклның бұзылысы байқалады. Сол кезде біздің мамандарға келіп, біз реттеп береміз. Ол СПК деген диагноз бар, синдром поликистозный яичек, яғни аналық бездегі ұрықтардың қоры көп болған жағдайда. Мысалы, өзінің белгілері болады, ол угри, семіздік болып байқалады желеп. Ал осы жасөспірім қыздарға немесе жалпы адамдарға гигиеналық жағынан мысалы қалай күтіну керек? Күтіну керек, жалпы енді қазір төсеніштердің де неше түрі бар ғой, прокладка дейміз, төсеніштердің түрлері бар. Бірақ енді маман ретінде мен иісі бар, жаңағыдай мынандай химикалық ондайды қолданбасыз екен деп ойлаймын, айтар едім. Және де енді суық тигізбеу, жалпы етекір кезінде жыныстық қатынасқа түспеу, ол да үлкен инфекция ошақтарын бізге жатыр қуысына қарай кетіп қалуы ықтималдылығы жоғары болады. Және де жағы ауырсынған кезде кейбір қыз балаларымыз мектепте жүргенде де ауырсынуы мүмкін. Мысалы кейде қыздар жатып қалады үйінде, 1-2 күн сабаққа бармай қалады. Ол норма емес, ол қалыпты емес. Ол мамасына айтып, мамандарға апару керек. Етекір келген кезде ол қатты олай ауырсынып, кейбір қыздарымыз талып қалуы да мүмкін. Ауыр себебінен кейде кетарол, жағы спазмолитик препараттар қабылдау арқылы етекір циклын жағы бірінші екінші күні кәдімгі дәрілік препараттармен жүрмесе, ол қыз бала мүлдем жағы качество жизни дейміз ғой, енді былай сыртқа шығып жүре алмайды. Ол үйде жатуы мүмкін. Сондайды ол дұрыс емес. Ол мысалы кейбір мамалар айтуы мүмкін, ол дұрыс, етекір цикл осылай келеді, шыдау керек деген дұрыс емес. Ал күнделікті қолданылатын төсеніштер бар ғой, ежедневке, соны пайдалану дұрыс па? Енді мен маман ретінде жалпы былай айтайыншы, қарапайым тілмен айтайын, жалпы біз мұрын қуысы болсын, көзіміз болсын, құлағымыз болсын, жалпы бізде бөлінді болады, ол біздің өзіміздің қорғаныс қабілеті. Мысалы кішкене суық десе мұрнымыздан су ағады, көзімізге жасаурайды, салқын тиіп жатса, жел болса, сол сияқты біздің жыныс органда өзі суланып тұрады, солай, выделение болады, ол бір қалыпты жағдайда болу керек. Яғни бізді ол шағын болмау керек, яғни көп мөлшерден тыс болмау керек, бөлінбеу керек. Мысалы мөлшерден тыс бөлінетін қыздар болады, сондай төсеніштерде күнделік олсыз жүре алмайтын қыздар болады. Ол кезде әрине мазок на степень чистоты тапсырып, ол себебін анықтау керек. Негізі мен айтар едім, кәдімгі енді жағы іш киімнің де енді әдемі түрлерін кигіміз келеді, қысы жазы күшті кружева, неше түрлі, ол синтетика. Ол жердегі біздің жағы енді маман ретінде айтып отырғаным ғой, жалпы хлопок ол жерге де ыңғайлы болу керек, ыңғайлы, яғни демалу керек. Сондықтан мен айтар едім, сен одан да ол төсеніштерді күнделікті қолданған гөрі дәрет алып, мысалы жұмыстан келгенде де немесе сабақтан келіп сабақтан кеткен кезде де дәрет алып жүрсек, біз ешқандай, егер біз кейде болады, біз мысалы жағы енді бөлінділердің себебін анықтауымыз керек деп жатырмын ғой, соның себебін анықтасақ, бізде шамадан тыс бөлінбеу керек. Яғни біз қыз балаларымыз кейде ой, менде бөліне береді, мен олсыз жүре алмаймын дейді. Онда себебін анықтау керек. Мысалы кейде қыз балалар
сахарный диабетке зерттейміз, мысалы қант қатты көп бөлінбеу керек, бізде микрофлора бөлінеді, немесе антибиотик қабылдап біз микрофлораны антибиотикпен ауырған кезде, антибиотик қабылдаған кезде оның дәрілер ішу керек ары қарай мысалы да. Біз ол жердегі яғни микрофлораны бұзбауымыз керек. Бұзылса, ол біздің тамағымызға да байланысты, дәрілік препараттар тысқа қабылдаған кездерде сол микрофлора бұзылған кезде өзін жайсыз сезінеді қыздарымыз. Ол жаңағы бөлінді, аз бөлінсе де қате сияқты, иә? Себебі ол сол жерді тазартып тұратын нәрсе емес па? Иә, тазартып тұрады, бірақ енді мысалы қыздарымыз қалай айтсам екен, мүлдем бөлінбеу деген болмайды ол. Бөлінбеу деген болмайды, себебі біз кіші дәретке шығамыз, былай бөлінді болу керек. Бірақ шамадан тыс емес, ол қызымызды ешқандай шағын болмау керек. Иә, қалыпты жағдайда болады. Әрине іш киімін ауыстырып тұрамыз, мысалы деген сияқты ғой. Жақсы. Ал ендеше сізге мысалы маман ретінде бұрындары өңірлерде де жұмыс істедіңіз, орталықтарда да жұмыс істедіңіз. Ең көп мысалы қандай проблемамен адамдар жүгінеді, қандай аурулар жиі кездеседі? Гинеколог маманға ма? Иә, гинеколог маманға. Енді кемінде бізге келген кезде жалпы шағымдары қышыну, выделение көп болып жатыр. Менің мысалы енді күйеуге шыққан қыздарымыз, әйелдеріміз менің жыныс жолдарынан қандай да бір басқа жағымсыз бөлімдері бөлінеді, мен себебін анықтап беріңізші, инфекция емес пе деп үрейлер ұшып келеді. Көбіне сондай шағыммен келеді. Сондай шағымға келген кезде біз бірінші анализдер тексереміз, ПЦР-ге аламыз. Ол жерде қазір енді ВИЧ, РВ, гепатит, оған да аламыз. Мысалы біріншілік мүлдем өмірінде тапсырмаса, обязательно өмірінде бір рет тапсырып тұру керек. Мысалы кемінде осы 4 анализ дейміз: гепатит БЦ, РВ деген сифилис мысалы тапсырып керек обязательно, и ВИЧ-ке. Ол біздің қанымызда ешқандай болмау керек. Ары қарай ол қандай да бір мысалы инфекцияның қай түрі, қарапайым мазоктан бастаймыз ғой, мазок на степень чистоты бастаймыз, ары қарай біз соған байланысты микрофлораның өзгеруіне байланысты қандай барлық анализдер тексереміз. Жақсы, түсінікті. Ал ВПЧ мен мысалы адам папиллома вирусы, иә, қазақша, осы мәселемен жүгінетіндердің саны көп па? Енді бұл жерде ең бірінші біз гинекологиялық қаралуға келген пациенттерді біз айнамен қараймыз. Яғни шейка матки дейміз, жатыр мойын айнамен қарап, сол жерде қандай да бір өзгерістер болса, кольпоскопия жасап ары қарай зерттейміз. Бұл енді алдын алу, мына жатыр мойнының обырын алдын алу қазір өкінішке орай екінші орында жиі кездеседі, тіпті жасқа талғамайды қазір. Ол мына ерте соған байланысты ВПЧ-ны қазір барлығынан тексереміз. Қай түрі, яғни зиянды түрі ма, зиянсыз түрі ма, соны зерттейміз. Жалпы ВПЧ болмаған дұрыс. Оған қазірде Қазақстан, енді барлық Қазақстан емес, бүкіл әлемде де осыған вакцина жөнінде барлығын ұйымдастыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2024 жылдан бастап, алғашында күз айларынан бастап, біздің қыз балаларымызға осындай вакцина егу туралы біздің денсаулық сақтау ұйымының барлығы қазір поликлиникаларда, мектеп табалдырығында осыны ата-аналарға түсіндіру, жалпы алдын ала егу, себебі оны болдырмау, үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оған енді қалай ата-ана қазір барлығы вакцинаға әртүрлі көзқараспен қарайды. Ол кейде қорқыныш болады, себебі қазір өсіп келе жатқан жеткіншектің ертең болашағына әсер ете ма, бедеулікке алып келе ма деп содан қорқыныш болады ата-аналарға. Олар түсінуге де болады бір жағынан. Мысалы, ол зерттеулер, ата-аналардың ол жақта арнайы комиссия құрылған, мысалы арнайы психолог мамандары сол түсіндіру жүргізіледі. Соны жүргізіліп, яғни ата-аналарға алдын ала осындай ВПЧ-ның жұқпауына байланысты, ары қарай бізде ең уытты түрлері болмауына байланысты үлкен хабарламалар көп мысалы қазір. Соған ойлаймын, ол жақсы деп ойлаймын, қазір заманауи, яғни біз неге оны айтамыз, себебі қазір жыныстық қатынас арқылы жұғатын аурулар өте көп. Инфекциялар дейміз, оның ішінде осы ВПЧ өте үлкен мәселе болып тұр. Оның ар жағында түбінде осы
біз неден қорқамыз, жаман аурулардан қорқамыз. Иә, түсінікті. Ал осы вакцинаның кері әсер туғызған сәттер болды ма? Енді адамдардың қорқуына да бір негіз бар шығар дегенім ғой. Енді жалпылама вакцинаны да бір жалпы халық арасында мына ковид кезінен бастап болсын жалпы да жақсы көрмейді ғой. Мына балалардың, кішкентай баланың именно осы қазір қарасаңыз, ол вакцинадан болды ма, оның ауру баласының туа біткен ақаулары, аутизм сияқты мысалы, ол сол жерде соның әсерінен деп ата-ананың мысалы ол жерде дәлелдеме керек та, дәлелдемемен сөйлеген дұрыс. Иә, демек кері әсер жоқ. Кері әсер жоқ. Кері әсер болса ол бізге енгізбейтін еді, және жаппай оның бәрін қазір профилактика түрінде оны алғызбайтын еді. Ол үлкен көлемде қаражат, ол үлкен, мен ойлаймын, ол жайдан жай емес. Мамандардың бәрі ол енді вакцина поликлиникаларда жақсы жұмыс жүргізіліп жатыр ғой. Оған да бір келеміз. Біздің жалпы кез келген нәрсе болсын, медицинада болсын, басқа нәрседе болсын, жалпы кез келген затты біз бірден қабылдап, бірден халық арасында тарап, бірден қабылдады деп ойламаймын. Себебі кез келген нәрсені бір дәлелді болып, ар жағында бір 10 жылдың шамасында осы ешқандай зиян еместігін біліп, осы қыздарымыздың ешқандай денсаулығына ешқандай зиян болмағанына көз жеткізгеннен кейін барып арасында андай бір міндетті түрде салынатын бір вакцина болып кететін деп ойлаймын. Бірақ енді ВПЧ-ны тасымалдаушы ер адамдар да бар, иә. Бірақ ер адамдарға бізде ондай вакцина салынбайды. Жалпы шетелдік тәжірибеде ондайлар бар ма? Мысалы, ер адамдарға салатын? Иә, әрине, шетелде енді барлық қарастырылған ғой. Бізде де енді осы 2025 жылдан бастап ер балаларға да жалпы жоспарлап отыр. Жалпы енді ол бірақ ары қарай қалай жүзеге асатынын мен білмеймін. Оны нақты айтайын. Себебі вирус папиллома человек адамның ол иммунитетіне де байланысты ғой. Жалпы иммунитеті түскен, мысалы, жұққан кезде де оның жағы активті түрі, мысалда, сол кезде адам қабылдауына байланысты, мысалда. Кейбір, мысалы, ер адамдарда көбіне білінбеуі мүмкін, мүлдем. Бірақ тасымалдаушы болып жүре береді, иә. Бұның, мысалы, жұқтырды дегенде емі бар ма? Жұқтырғаннан кейін оны тек па. Енді ол жыныстық қатынаспен. Жыныстық қатынаспен енді егер бір тұрақты жыныстық қатынасқа тұратын, егер ол бір қалай еді, кездейсоқ жыныстық қатынас болатын болса, ол кез келген ВПЧ емес, жалпы кез келген инфекцияны алдын алу, ол енді мүше қаппен пайдалану деген сөз. Ол кез келген, қазір біз ВИЧ-ті де айтсақ, сифилисті де айтсақ, қандай да бір гонорея, трихомонада, хламидиоз, мына хламидиоз көбін жатыр түскішелерін бітеп тастайтын. Солар әсер етуі мүмкін. Ол любой кез келген қыз балалардың денсаулығына, ертең болашағына зиян келтіреді. Жалпы да сақтану керек. Мысалы, кездейсоқ жыныстық қатынастан. Ол жалпы жүктіліктен де сақтайды сізді, және жалпы үлкен мынандай сіз егер танымасаңыз, қазір мысалы қарасаңыз, блогерлардың өздері де айтады, зерттеп барып, анализдер тапсырып барып, мысалы, қыздарға солай кәдімгідей ол ұят емес. Анализдер тапсырып барып, сондай мысалы қызда тапсыру керек, ер бала да тапсыру керек, содан кейін барып жыныстық қатынасқа түсу керек деген сияқты бізде. Бірақ енді ол қаншалықты енді ол дұрыс болады, әрине енді біраз көзіміз ашық қыздарымыз бар, сол справканы требуйте деп айтады. Мен сондайды көргенмін. Требуйте справку, потом жүре беріңіз. Бойфрендіңіз ба, например, жігітіңіз болашақ күйеуіңіз ба, бірақ әйтеуір білесіз, ол сіз болашағыңызға зиян болмайды деген секілді. Жақсы бұл тақырыпты жауып, ендеше балалы болуға дайындық процесіне көшейік. Мысалы, жаңа айтып кеттіңіз ғой, қорғанудың мүше қаппен қорғанады. Презерватив. Презерватив. Осы туралы оқысам, Перл индексі деген бар екен, яғни контрацепция құралдарын бағалайды қауіпсіздігі жағынан, сенімді жағынан. Мысалы, қандай құралдар ең сенімді, ең қауіпсіз? Ең қауіпсіз презерватив. Ең қауіпсізі. Көп аурудың алдын алады. Көп аурудың алдын алады. Бір жағынан ол ешқандай қыз балаға дәрілік препарат мысалы енгізілмейді. Ол сол мезетте ғана қолданылады мысалы да. Ал кейбір қыздарымыз біз дәрілік препараттар қабылдайды ғой. Мысалы айлап ішу керек. Жүктіліктен қорғану үшін контрацептивті гормоналдық препараттарды қолданады. Немесе экстренный гормоналдық
препарат бар, мысалы олар дейтін, мысалы аналық безге как аналық бездің бір қалай айтсам екен, ол стресс аналық безге осындай гормоналдық препараттар. Енді ол қыз баланы қорғану негізі бұл жерге үлкен жауапкершілік ер адамда да, ер жігіттерде де, қыздарда да болу керек деп ойлаймын. Иә, түсінікті. Арасында мифтерге, жинап келген мифтеріме тоқталып отырайын. Мысалы, бала емізіп жүрген адам емізу процесі жоспарланбаған жүктіліктен сақтай ма? Былай ғой, емізген кезде бұл овуляция болмауы мүмкін. Етекір келмесе, ол жүктілік болмауы мүмкін. Емізіп жүрген кезде етекір келмей ма? Кейбір қыздарда емізіп жүргенде өз ерекшеліктері, яғни етекір келмейді. Етекір келмесе овуляция болмайды. Овуляция солайда қорғанып, 1-2 жыл бойына, қорғанбай 1-2 жыл бойына, яғни ол толық емізу керек. Күнде де, таңертеңде емізіп жүрген кезде қосымша тамақ бермей, онда көтермеуі мүмкін. Әрине ол бірақ 100% емес. Ешқандай нәрсе 100% емес. 100% емес. Енді мүше қаптың да өзі жыртылып кетуі мүмкін, жүктілік болып қалуы мүмкін, 100%. 100% ол жатырішілік спираль. Бірақ ол кезде де көтеріп қойғандар бар сияқты, бар, бала қолына ұстап шығады, спиральді деген сияқты. Спираль туралы айтайық, мысалы, оның қауіпті тұстары бар ма? Енді мен эко саласында істейтіндіктен бізде кейбір пациенттеріміз спиральдің ұзақ қаралмай, спираль қойғаннан кейін мысалы 4-5 жыл бойына сол ұзақ тұрып қалғанда, немесе қандай да бір инфекциялық аурулар, көбінесе хламидияның жатыр түскішелерін бітеп тастауы мүмкін. Сол үшін мен айтар едім, алдын ала емделіп, спираль салатын кезде ойланып, көбіне жас бір бала туғаннан кейін спираль салмаған дұрыс еді деп айтар едім. Спиральдан мысалы кейде жатыр түскішелері, ол бөгде дене ғой, жатыр түскішелері өте нәзік қой, жіп тәрізді өте нәзік. Сол трубаларымыз бітеліп қалған кезде ол уже шара жоқ, ол табиғи жолмен көтеру мүмкіншілігі азайып кетуі мүмкін. Бұл тақырыпқа қазір тағы ораламыз. Ал жалпы балалы болуға дайындық қалай болу керек? Қай жас диапазоны ең тиімді және мысалы ауыр салдарлары болмайтындай ананың денсаулығына? Енді бәрі шынар уақытында болу керек дейді ғой. Мезгілінде қандайда біздің мысалы жетекшіміз Салтанат Берденқызы көп осы жалпы лекцияларында да көбіне айтады, 30 жасқа дейін 2 баласы болу керек дейді. 30 жасқа дейін 2 баласы болу керек. Ол не деген? Яғни 30 жасқа дейін ең сапалы аналық құрықтар бөлінеді. 30-дан кейін сапасы орташа. 35-тен кейін сапасы түсе бастайды. Себебі аналық бездің қоры ол ай сайын бөлініп отырады. Яйцеклеткамыз жас болған сайын тезірек, яғни табиғатта не кездеседі, дамымаған жүктіліктер кездеседі, ол замерші береміз дейміз, немесе алғашқы апталарда түсік тастау, самопроизвольный выкидыш дейміз. Ол табиғаттың өзінің естественный отбор дейміз, табиғи сұрыптау дейміз. Ол дені сау емес эмбриондар. Ол жерде жалпы жүктілік жоспарлау, ер адамда, әйел адамда болашақ баласына жоспарлау мақсатында ол 2 ай бұрын дайындалу керек. Ер азамат өзі андролог мамандарына қарау керек, спермограмм нәтижесіне байланысты зерттеу керек, қандай да бұрын тіпті мүлдем дәрігерге бармаған жігіттеріміз де бар. Үйленген кезде біліп жатады кейбір диагноздарын. Кейбір ауыр диагноздар бар. Мысалы, жігіттеріміз келеді, 25-26 жастағы келеді жігіттер. Себебін анықтау кезінде мүлдем ұрық жоқ жігіттер бар. Мысалы, жыныстық қатынас түсе алады, дені сау, бәрі жақсы, бірақ туа біткен ақау болуы мүмкін. Ол мүлдем бұрын қаралмаған, тексерілмеген, андролог маманына бармаған жігіт мысалы да. Сол біздің қабылдауға келіп, сол қабылдауда біліп жатады, ол үлкен стресс болады. Кейде мысалы 1 жылдың көлемінде егер ерлі-зайыптылар көтермесе, ол бедеулік деген диагноз қойылады. Бедеулік деген диагноз қойылады. Ол бірінші біз ер адамнан бастаймыз. Қыз балаға өту үшін бірінші ер адамда ұрық шыға ма, шықпай ма, бар ма? Жалпы бар болса, ол біз нәтижесін көреміз. Табиғи жолмен сол ер адам келіншегін көтерте ала ма?
егер көтерте алады, ешқандай жаңағыдай проблема болмаса, онда ары қарай әйелмен жұмыс жасаймыз. Ары қарай әйел зерттейміз. Сол кезде әйел зерттеу сатысында кейбір кезде біздің тіпті көмегіміз де қажет емес. Кейбір витаминдер беріп, бізде мысалы эко орталықтарында ойлау мүмкін, тек қана эко жасайды деп. Жоқ, біз жүктілік жоспарлаймыз, жүктілікті көмектесеміз. Болмай жатқан жағдайларда біз бәрін анығын қанығын айтамыз, мысалы. Сондықтан бұл жерде екі тараптан да қазір, бірақ көз жақсы ғой, қазір ер жігіттеріміз ұялмайды, келеді дәрігерге, келіншегіне переживать етеді, айтады, қандай мен не істейін, мен тарапымнан не істеу керек, арасында айтыңыз, мен жұмыстан келем, тапсырам, керек затын бәрін айтыңыз деп өздері қазір инициатива білдіреді біздің жас жігіттер. Ол молодцы. Себебі олар да әке атану үшін барлық дені сау бала ұрпақ үйіне дүниеге келу керек. Ол да күтіп жүр, ата анасына немере керек деген сияқты. Олар кәдімгідей өзін арқайын еркін айта алады. Бұрын біздегі үлкен оның мысалы 72-75 жылғы жігіттеріміз айтайық, ол кісілер мысалы енді қазіргі ағаларымыз ғой, олар мысалы ұялшақтап, тек әйелін жіберіп, тек себепті барлығы әйелдің мойнына іліп сөйтіп қоятын баяғыларда. Енді бұдан 15-20 жыл бұрындарда мысалы көбіне қысылып кіре алмай, спермограммын тапсыра алмай, тіпті мүлдем тапсырмаймын дегенде өмір бойы сөйтіп өткендер бар. Қазір жігіттер өздері болашақ келіншегімен, мысалы енді біз үйленейін деп жатырмыз, бізде пациенттер келді солай, бізде тойымыз осындай уақытта, біз не істейік, айтыңыз деген сияқты. Осылай мен ойлаймын, ол күшті. Мысалы, серіктестік босанудың да бірге босанатындар саны артып келе жатыр екен. Бұл мысалы, айтыңызшы, психологиялық жағынан да, басқа жағынан да мысалы анаға қалай әсер етеді? Ол керемет деп ойлаймын. Ол керемет, егер ол босанатын ана, ол үлкен қорқынышпен барады босану бөліміне. Қалай еді, біз жалпы ер азаматтың қолдауы дейтін үлкен не ғой, поддержка ғой. Және жақсы туасың, күштісің сен десе, сол болды ғой, балқып кетеді ғой, ауырсынығына қарамай, кішкене еркелесе де, ол жолдасына еркелеп жатыр, ол ойлаймын жақсы поддержка. Сосын ер азаматтар босанғаннан кейін де әйеліне есі қасында болса, бір аяушылдық, көмектескісі келіп, ана ұйықтап алсыншы, баламмен баға тұрам, көмектесейін деп, сол келіншегіне бір басқа көзқараспен қарайды деп ойлаймын. Себебі үлкен босануда үлкен стресс, ол физиологиялық үрдіс болғанымен де, ол үлкен жауапкершілік. Ол ана мен баланың өміріне ол үлкен жаңағыдай жауапкершілік деп ойлаймын. Оған егер әкесі соған уайымдап, баласына да келіншегіне де үлкен поддержка берсе, ол былай да сезіледі, тіпті қатыспаса да сезіледі деп ойлаймын. Үйінде болса да, мысалы, кейде болады, мысалы босанатын келіншек айтуы мүмкін, жоқ, мен анам болсын, немесе мен енем болсын, немесе құрбым болсын. Бірақ ер адамның жаны ашып, үйінен де қандай да бір қоңырау шалып, оған жақсы бір смс-тер жазса да, ол үлкен поддержканы сезеді деп ойлаймын. Келіншектер соған ол көрініп тұрады. Мен де босану бөлімшесінде жұмыс істедім. Неше түрлі ер адамдарды көрдік, андай ішіп келгенде ер адам болды қуаныштан. Келіншегіне мысалы да, енді үлкен қуаныш шығар, бірақ енді біз ойлаймыз ол жерде кішкене енді келіншек өзі аяқ қолын әлі жинақталмай жатыр. Немесе андай жігіттер болды, жаңағыдай серіктестік кезінде өзі талып қалды ер адам. Осыны көп естимін. Ол оказывается өзінде эпилепсия диагнозы бар екен. Біз ұрсып жатырмыз, не үшін кірді, ауа жетпей қалған ғой. Біз әйелге көмектесеміз ба, күйеуіне көмектесеміз ба? Бұл не масқара деп біз енді ұрсамыз ғой. Себебі ол жерде түнгі кезекшілікте 25-30 босану келіншектер болады. Біз үлкен жауапкершілікпен жүреміз. Біз ешқандай уақытты бәрі тапшы бізге деген сияқты. Сол кезде сондай қызықтар болады жалпы. Сіз тағы бір күшті тақырыптың шетін шығарып кеттіңіз. Негізінде енді мен ойлаймын, ешқандай медицина маманы, саласында маман жамандық ойламайды өзінің клиентіне деп. Дегенмен мысалы кейбір мысалы ер адамдар серіктестік босануға не үшін барады? Себебі баланы түсіріп алуы мүмкін деп қорқуы мүмкін. Өз барлығын қадағалап тұрғысы келеді қазір. Жалпы енді акушерлік агрессия деген нәрсе бар ғой. Сіз осыны не дейсіз? Біздің мысалы мамандардың Қазақстандағы неше түрлі жерде облыстарда жұмыс істегеніңізді білемін. Бар ма, көп па, және ол қаншалықты қорқынышты деңгейде? Енді акушерлік агрессия дегенді мен қатты айта алмас едім, өйтіп өз көзіммен көрген жоқпын. Бір
жұмыс бабында бір қандай да бір білместікпен бір әйелге әдейі зиян келтіретіндей ондай көрген жоқпын. Біз негізі мына мен баланың өміріне жіті қадағалауда ғой, жалпы мемлекет тарапынан да үлкен жауапкершілік. Себебі ол босану қазақта бекер айтпайды, жүкті әйелдің бір аяғы төрде, бір аяғы көрде деп босқа айтпайды. Жас әйел болсын, үлкен әйел болсын, ол босануға баратын кезде жаны қалса екен деп айтады, Сол жерде енді акушерлік агрессия дегенді сізге былай түсіндіріп берер едім. Ол жерде тез шешім қабылдау, әйелге ешқандай зиян келтірмеу, балаға зиян келтірмеу. Сол жерде мүмкін жедел түрде жаңағыдай кесарево сечение жасау керек шығар, мүмкін баланың аман алып қалуға, немесе бірақ ол жерде әйелдің рұқсатымен болу керек. Әрине рұқсатымен болады. Бір баланың жағдайына байланысты тұншығып жатса, іштей қандай да қауіп болса баланың өміріне, немесе әйелдегі жағдай, кейде әйелдер босануды бір үлкен қауіп деп ойлауы мүмкін. Енді әркімде индивидуалды түрде қараймыз ғой. Кейбір әйелдерде схватка жеңіл өтуі мүмкін, кейбір кезде ауыр өтуі мүмкін. Тіпті әр схватканың өзіне пациенттер, мысалы сол жүкті әйел шашын жұлуға дейін бару мүмкін. Ол кезде ауырсыну, значит, оны біз кішкене жеңілдетуіміз керек. Ол жерде беліне укол салу арқылы біз жеңілдетеміз. Акушерлік ұйқы дейміз. Соны беру арқылы жеңілдетіп баланы босандырып аламыз. Ол қазір заманда, қазір қарасаңыздар, неде бар, камерада бар. Қазір біз ашық айтамыз, еркін айтамыз, қандай укол қабылдады ма, басқа ма. Біздің жүрген істеген ісімізден біз сұрақ қою арқылы біз қалай разрешение деген қалай? Рұқсат сұраймыз. Рұқсат сұраймыз, қасындағы күйеуінен рұқсат сұрау арқылы біз әр действиемізге жауап береміз. Физикалық та мысалы ішті қатты басу, осы туралы оқыған едім. Ол бұрын болды, ондай болды. Қазір қолданылмайды. Қазір қолданылмайды, болмайды қолдануға. Баланың бауырын езіп жіберу мүмкін, болмайды. Үстінен басқан кезде ол бұрындарды бүйтіп шынтағымен балаға көмектесем деп жаңағыдай ішкі кішкене әйел егер күші жетпей жатса, бірнеше күн толғақ жүріп күші келмей жатқан кезде сөйтіп қолданатын. Қазір қолданбайды. Одан мен өз көзіммен көрдім. Ол бір баланың денсаулығына зиян болып кеткен, мысалы. Жақсы. Енді бұл физикалық, психологиялық агрессия деп айтып жатырмыз ғой. Дегенмен мысалы әйел адамдар да өздері дайындалмай келуі мүмкін ғой. Мысалы көбінесе сіз акушер болып жұмыс істеген кездеріңізде кездескен қателік, әйелдер істеп жүрген қателіктер бар ма? Оқиғаларымен айтып берсеңіз. Ой. Ең бір осы бұлау дұрыс емес деген нәрсені. Енді көбіне алғаш көтерген пациенттер ғой, босанатын қыз-келіншектер келген кезде қалай демалу керек екенін білмейді. Демалудың қатты демалып қалса арсысын бәрін жыртып жіберуі мүмкін, мысалы. Тыңдамаса, кейде истерика болуы мүмкін. Схватканың, толғақтың шыдамсыздығынан тезірек босанып кеткісі келеді. Сондай кездерде бізде болды пациент әсіресе спортсмен бір қыз болды, мен есімде қалған. Тұрып босанды ғой. Өзі солай қалаған жоқ, ол қашқысы келеді, қаша алмайды ғой енді. Туы керек қой бәрі, қайда барады енді. Толғақ келіп жатыр. Жатқызайын десек жатқыза алмаймыз. Нән қыз мынандай. Оны ұстап ең соңында тұрғызып босандық. Себебі оған өзіміздің күшіміз келмей жатыр, мамандар. 2-3 дәрігер болып ұстап, ақыры баланың жерге құлап кетпеуін қадағалап, басын шығарғаннан кейін ары қарай өзіміз тудырып алып, сондайға енді жағдайға келді. Коридорға шығып кетемін дейді, ол өзі толғақта ғой, баланың шашы көрініп жатыр. Сондай кезде біз тұрғызып, әйтеуір астынан бар мамандарымыз болып, жаңағыдай сөйтіп туғызғанбыз. Ол кезде енді пациенттер неуправляемый болып кетеді ғой. Бізге бағынбай кетеді ғой. Бағынбаған кезде біз ұрса алмаймыз ғой. Әй, деп, ол қой шеш бол деп айтарсың, бір айтасың, екі айтасың, бірақ енді баланы сен бәрібір де сен жауапкершілік дәрігерде. Әйелде емес. Ал ауру енді ол жерде жаны қиналып жатырғандықтан сондай әрекеттер болады ғой. Иә. Эпидуралка сол жаңағы. Пайдалануға бұл дұрыс па? Зияны болады ма? Мен дұрыс едім. Егер қатты ауырсынса, мен дұрыс істер едім. Бірақ оның зияны да болуы мүмкін ба? Енді ол неге байланысты? Егер зияндығы қалай, одан кейін бел ауырып қалуы мүмкін. Өмір бойына.
өмір бойына да бел ауыру мүмкін, қатты ауырсынып жатып қалу емес, жалпы белгісі болуы мүмкін. Эпидуралка бір рет 2 рет алса, мысалы сол кездерде көбіне белім ауырып қалады деп пациенттер шағымы болады. Ол алмау керек деп. Мен мысалы егер шаршап қалса, 2-3 күн толғақ болса, ол күші келмейді ғой босануға. Сондықтан эпидуралкамен демалтып алып, ол ары қарай босандырамыз. Бірақ енді уақыт өтіп бара жатыр. Кешірек ана болған кезде, мысалы, кәдімгідей денсаулыққа әсер ететін кері әсерлері бар ма? 30 жастан кейін, мысалы, мен қорқам, тісі түсіп жатады кейбір. Шаш түсіп жатады. Соның өзі әбіршіп кетеді. Мен айтар едім, жалпы бала босану қазіргі біздің заманымызда, қазіргі роскошь деп ойлаймын. Баланы жалпы дүниеге алып келу ол оңай емес. Ол мысалы карьера дейміз, қыздар болсын, жігіттер болсын, даже қазір кейбір кезде әкесі декретте отырады. Әрине балалы көп болған жақсы. Қазір соңғы осы жақсы сөз қозғадыңыз, көбіне мына 35-тен кейін 1-2 бала туып аламын, жарайды. Маған бұрынғыдай мен мамам құсап шаршап, біз мамаларымыз қарасақ 4 баласы, ата-енесі, одан жұмысын істеп, қазір 50-ден асқан біздің мамаларымыздың денсаулығын қараңызшы. Денсаулығы ол жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары бар, жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, тістері бар, басқа, ладно, тістерін істеп алармыз, шашын бар, шашын істеп алармыз. Денсаулық ең маңызды, бірінші орында денсаулық. Ол денсаулықты біз қайтара алмаймыз. Енді нақты әрине бәрін пландап, жоспарлап, біздің қазір қыздарымыз көзіміз ашық. Бәріміз бір бала туғаннан кейін біз 3 жастан кемінде 2-3 жаста толтырып барып келесін жоспарлап, сөйтіп біздің қыздарымыз 2-3 бала ол жетеді деген секілді солай жоспарлы түрде жүкті болып дүниеге алып келеді. Сол дұрыс деп ойлаймын. Кейде болады балалардың жалпы даже памперсіне де ақша болмайды, тамағына да алатын мүмкіндік жоқ. Ондай кезде енді менікі дұрыс емес болар, енді мен өтіп мен құқым жоқ айтуға, былай саны бар, яғни көп саны болса да балаға қазір жақсы өмір беру керек. Мен маманмын ғой, бірақ андай бала качественный болу керек деп ойлаймын. Качественный бізде баламыз, ол кейбір кружоктардың өзіне апарған кезде, тіпті сіз денсаулық тіске апарыңызшы. Мысалы, қазір 6 жасағы балаңыздың тіске апарыңызшы, қаншама қаражат кетеді. Денсаулығын просто чекап өткізіңізші. Ол әлі өзіңізге емес, өзіңіз чекапты ұмытып кетесіз ғой. Балаңыз ойлайсыз бірінші, чекапқа тіпті мүлдем бармағандарымыз бар. Вообще білмейді ол не екенін. Сосын соңынан біз 40 жасқа келген не үшін онкология, мысалы жап-жас келіншектерде не үшін шығып жатыр? Ол 6 ай сайын хотя бы бір сүт безін УЗИ-ға түсіріп, қандай да бір образование мысалы болса, ол білмейміз, ол зиянды ма, ол доброкачественный ма, мысалы злокачественный ма, білмейміз. Сонда кеш біліп жатырамыз. Себебі ана күйбең тіршілікпен ананың жетістірем, ана кредит төлеймін, ана баланы асыраймын дегенде сол уақыттың бәрі кетіп қалады деп ойлаймын. Бұрын мысалы ата-аналар балаға еңбек күші ретінде, бір қолғабыс ететін адам ретінде қараған, ал қазір керісінше ол кәдімгідей шығын, конечно, вниманиесін қажет ететін тұлға ретінде қарайды, сондықтан да азайып жатыр депті. Жалпы енді мысалы денсаулығына қатысты айтып кетейін ба? Енді денсаулығы мысалы енді қараңыз, 30-дағы қызымыз, 20-дағы қызымыз, 40 жастағы қызым қанша әдемі болмай, кеше Дженнифер Лопес келді, ой, супер, жаңағы физически, жаңағы қаншада 54 демек? 50-дің үстінде. 50-дің үстінде да. Қанша физикалық жаңағыдай мықты, өте әдемі, көрікті болып тұрса да, оның жасы 50-ден асқан. Сен 50-ден асқан сондай күшті болып тұрса да, сіз 30 жаста қызбен салыстыра алмайсыз. Оның жүрегі де 50-де, почкасы да 50-де, мысалы да, бауыры да 50-де. Біз солай түсінуіміз керек. Миымызда қан тамырлы сосудтарымыз бәрі. Сондықтан әрине ерте 30 жасқа дейін жаңағы кемінде 2 баласы болды дегеніміз, сол біз кейде жаңағы кешіктіреміз ғой. Енді кешіктірген кезде де, бірақ бір жағынан осознанно баланы қабылдап, жақсы көріп, прям соны жоспарлап, соны аңсап көтергенде жақсы ма деп ойлаймыз. Психологиялық жағынан дайын болады кез келген. Мысалы, қазір сіз үйде де декретте отырғанда да отыра алмайды қазір қыздарымыз. Жұмыс жасап қалған қыздарымыз, себебі ол бір психологиялық тұрғыда шаршап қалады кейде. Кейде біз жауапкершілікті садикке, сол жаңағы суббота воскресенье өздері шаршап жүреді, өз балдарының өздері.
иә білмеймін мен сосын ойлаймын ол өзі себебі олар гиперактивный қазір бәрін хотят и телефон жан жақты қарайды үлгермей жатады тіпті олар біздерді бір суббота воскресенье бізге көңіл бөлген жоқ әке шешеміз ой ол киноға бару керек ол қазір рисованиеға бару керек деп бізге бар ма бар жүрміз мысалы көп тіршілікпен өмір сүріп жатырмыз да ал қазіргі балдарды сіз уақытымен бассейні бар жаңағы бәрін барғанның өзінде де кешке балдар сенімен сөйлескісі келеді сен ана бүкіл күні бойы физикалық барлық жағдайға апарып келгеннен кейін кешке қарай ол сенімен сөйлескісі келеді ол балалар жаңағы өткеннің бәрін қорытындылап сенімен сол ата ана сөйлесе ма баламен қалай ойлайсыз шаршап қалатын шығар оларда сол шаршап қалатын сияқты өзі суббота воскресенье өзі бір күнде демалғысы келеді мысалы балдарына көңіл бөліп те үлгеру керек және ол балалар қазір өте жан жақты да бәрін білгісі келеді сондықтан жауапкершілікпен қарап келу керек балалы болу процесіне жақсы жаңа айтып отырық енді кешірек ана болуға байланысты фертильдік жас деген бар ғой сіз айтып кеткен сол фертильдік жас кезең продуктивті кезең репродуктивті кезең да осыны сапалы болу үшін яғни ұзарту үшін мүмкін ұзағырақ болу үшін ұзарта алмаймыз тіпті өмір сапасымен жақсы спортпен айналысып жүрсек те ұзарта алмаймыз ұзарта алмайсыз әр кезең өзінің уақытымен болу керек репродуктивті кезең жаңа айтып отырмын ғой ұрыққа біз тәуелдіміз сіз 40 жаста супер современный йога өмір бойы сіз тіпті йогамен айналысыңыз правильный питание істеңіз сіз ұрықтың сіз 40-тасыз ба яйцеклетка 40-та болды еркек 45-те ма аталық ұрықтар 45-те или 50-де ма 55-те ма мысалы хоть марафончик жаңағы супер современный жаңағы не болсын правильный питание өмір бойы белковое питание кәдімгідей болсын ол ұрықтар 45-те бітті сіз оны репродуктивті кезеңді жаңағыдай качественный қылып сен ұзарта алмайсыз ұрығы препараттар жоқ ондай көбейтетін мысалы мына 25 жастағы ұрық жасушалары аз қыздарға келсек онда оларға өмір сапасы емес ол тікелей генетиканың әсерінен ұрық жасушалары аз болып тұр иә мүмкін ол белгілі бір себепке байланысты ғой ол бірақ сіз нақты осы мысалы бір қыз балада 25 жасында ұрық тапшылығын нақты сіз айта алмайсыз мынадан болды мына істемеу керек деп айта алмайсыз сіз қазіргі жағдайды қарайсыз не істеу керек бізге ұрықты сақтап үлгере аламыз ба қанша айда ұрықты үлгере аламыз мысалы немесе онкологиялық ауруларда мысалы жас талғамайды ғой қазір иә жасыңызда орта жаста да ауырып жатады сондай кезде мысалы бізде ұрық қатыруға келеді мысалы ол емделіп барып болашақ ана болуы мүмкін немесе ер азаматтарда да бізде болды ер азаматтарда оңай ұрық шығарды бітті қатырдық ол өмірлік қатыруға болады ертең мысалы онкологиядан емделгеннен кейін ол әке бола алады болашақ жарымен ұрықтандырып ол қандай мүмкін керемет мүмкіндік емес па әйел адам ертең қандай да бір ауырып қалған жағдайда мысалы созылмалы немесе жүрегіне операция жасалса мысалы да ол бала босануға жаңағы қарсы көрсеткіштер болатын болса онда біз жаңағы аналық ұрығын алып қатырып тастаймыз сосын бір өзі орнына келіп жаңағы денсаулығын жөндегеннен кейін 4-5 жылдан кейін ол ұрықтандырып ана болуға мүмкіндігі бар ол жақсы мүмкіндік деп ойлаймын қазір біздің жалпы қоғамдағы дамыған заманда біз барлық мүмкіндікті бірақ мен енді маман ретінде айтайыншы бір жағынан олардың бәрі кесір тема деп ойлаймын біз ана ұрықты қатырып қойдық қой деп кішкене ұзақ жүріп қаламыз ба осыған у меня запасы бар ғой деп кішкене таңдап жүріп қаламыз ба деп бізге ой келеді мүмкін ол қатырмай-ақ уақытылы кәдімгі табиғи жолмен көтеріп отбасылы болып өмір сүргені жақсы ғой оған жүгінбей әрине ол тек қана андай мен айтар едім ол тек қана мынандай ауырып қалған жағдайда тезірек қолымызда мүмкіндік болмаған жағдайда оған жүгіну керек деп ойлаймын ал былай қазір мен тұра тұр деп әрине енді қазір қыздар мен жігіттер бір-бірімізден бір қорқып қалдық қой иә бір отбасын құруда бір үлкен ол да бір үлкен роскошь болды ғой иә иә бір мысалы қазір ер азаматтарымыздан сұрасақ жақсы қыз жоқ қыздардан сұрасақ жақсы жігіт жоқ қазір қорқынышты себебі ажырасу мәселесі өте жоғары ол жерде бала дүниеге келді ма басқа келді ма оның бәрі түпке келген кезде біз бұрынғы мысалы мен мына жерде айтар кетейін темадан бұзылсақ темадан былай бұрылып кетсек те айтар едім
мысалы бізге қабылдауға пациенттер келеді, иә, жаңағы 28-29 жастағы қызымыз келді делік. Ол айтады, ой, мен мамамда 6 баласы бар, жаңағы кезінде туды, нормально, мен де 6 балам туам. Сосын мен сұрақ қоямын, мамаңыз неше жасында тұрмыс құрды? 19 жасында. 19 жасынан бастап 30 жасқа дейін ол уже 4-5 баласы бар кемінде. Ал сіз қазір нешедесіз? 28-де. 28-де сіз енді біз яғни жарайды, аналық ұрықтарыңыз орында, бәрі жақсы. Бірақ біз мамамыздың уақытын, мысалы мен де анам 21 жасында, мысалы 30 жасқа дейін 3 баласы болған, мысалы. Сол сияқты біздің аналарымыз ол кезде ештеңесі болмаса да әке шешеміз мысалы үйленді да, бір-біріне қарамай. Олар неше түрлі өмірде әртүрлі нәрсе болса, соны қалай қабыл алып, сонымен өмір сүрді. Балдарын да жетілдірді, бірақ заманның ағымына қарай бәрі бір деңгейде болды. Бірақ ол жерде ерте тұрмыс құрды деп ойлаймын. Ол жалпы қарасаңыз. 19, 20, 21, ол кезде 30 жастайын үлкен, ойбай кәрі дейді. А қазір қараңызшы, 35 жастағы қыздардың өзі жайнап тұр. Әлі, иә, спортпен айналысамыз, 40 жастағы қыздар. Бірақ ол кішкене біз уақытты кішкене былай ұзартып алып жатырмыз ба деп ойлаймын. Бірақ бәрібір физиология жағынан ұзармайды. Физиологиялық, биологиялық жағдайда ол бәрібірде сол жасқа байланысты өзгерістер өзінің орнын ала береді. Уақытты қайтара алмаймыз. Мысалы, жаңа мен ата әжемді ойлап отырмын, олардың бізде мен 12 баладан. Енді ең дұрысы өзі енді аралары да кішкене жас, 1-2 жас болған ғой. Мысалы, ең дұрысы неше жастан болу керек? Дәрігер маман ретінде әр балағының арасын неше жастан болған? Кемінде 2 жас болу керек қой. Кемінде. Пока организм өзінің орнына келеді. Ол кезде енді былай ғой, 12 жас. Бірақ әжелеріміз 40-та қандай болды? Жас 40 жаста. Үлкен көрінген сияқты. Иә, әбіржік бітеді ғой, айтыңызшы. Денсаулығына байланысты. Олар 50-ге жетсе шүкір. Әбіржік дегенді қимай тұрмын, бірақ енді қазіргі сұлулық стандарттарымен салыстырғанда үлкен көрінген сияқты, иә? Шаршап қалады ғой, енді 12 баланы ойлаңызшы туған кезде. Ол ананың әрине бәрі жаңа балалары көп алып, анда алып жүреді. Бірақ олар больницаға апарып жүреді ғой. Мен өз әжем неше 8 бала тірі, сол 10 шақты бала туды, мысалы. 54 жасында қайтты ғой. Мысалы, дым көрген жоқ. Ары қарай. Сол сияқты бір енді олар ерте 16 жасында тұрмыс құрған, балалар дүниеге алып келді. Сол қызығын да көру керек сияқты маған. Денсаулығына байланысты, мысалы, дұрыс шығар, енді мен оған ешқандай бұл тараптан енді мен өтіп айтуым да дұрыс емес шығар. Бірақ үлкен көрінген сияқты 40 жастарында. 45-терде біз уже әже көрдік. Қазір 45 жастағы әже деп айтып қараңызшы. Енді эко тақырыбына ойыссақ, мысалы сіздер неше жыл болды осы салада жұмыс істеп жүргеніңізге, адамдар жүгінетін эконың көмегіне артып келе жатыр ма, әлде қалай статистика? Өкінішке орай. Енді мен 2016 жылдан бері жұмыс істеп келемін. 10 жылдай болып қалды, иә. Оның алдында перзентханада жұмыс істедім. Сол 10 жылдың шамасында бұрын пациенттерде ондай күрделі диагноздар ондай болмайтын. Енді бұл жерде тағы бір айтып кетейін. Бұрын біздің аналарымыз, әжелеріміз тіпті миома, эндометриоз диагноздары ондай көп болмайтын. Қазір көп. Қазір мына мысалы ол кезде уақытылы туып, тіпті ол диагноздар мүмкін шығып үлгермеген сияқты. Түсініңіз ба? Тіпті миомалардың өздері мысалы да. Ал қазір қарасақ, біз тіпті 25 жастағы қыздарда да үлкен множественный миомалар болады, кейде қаптап кетеді жатырын. Кейде 35 жастан асқан әйелдердің өздерінде де миома, эндометриоз жиі кездеседі. Ол бізге жүктілікке болуына кедергісін келтіреді. Олар міндетті түрде кейбір тіпті оперативті жолмен барады. Операцияның өзі көмегі келмей атады. Яғни ары қарай жүктілік болуына қалай біз сол миомалар кедергі болып қалады. Осыны сұрағым келіп отырған, мысалы сіздерге экоға келген адамдардың көбінесе ең көп жиі кездесетін себебі қандай деп та? Себебі мысалы әйел адам өзі дені сау,
ер адам да менде дені сау деген сияқты тексеріліп келді, бірақ бала болмай жатыр. Көбіне мына жатыр түтікшелер, бірінші себеп жатыр түтікшелерінің бұзылысы. Ол жатыр түтікшесі деген өте нәзік жіп тәрізді, оның ішінде қызметі жұмсады. Тіпті жатыр түтікшесі проходимо, идеально дегеннің өзінде де оның қызметі атқарылмаса іште жүктілік болмауы мүмкін. Бірден бір себебі көбіне кездеседі. Екінші, ер адам спермограмма нәтижесінің төмендеуі. Сосын үшінші эндометриоз, ол адамға білінбейді. Ол тек қана мына оперативті түрде біз көргенде эндометриоздың жайылмалы түрі ма, аналық безге кистасы бар, эндометриоидты кисталар бар ма, соған байланысты. Сол көбіне осы үш нәрсе, осы үш диагноз, жатыр түтікшелерінің қызметінің бұзылысы, эндометриоз дейміз, және де мужской фактор дейміз, спермограмма нәтижесіне байланысты осы жиі кездесетін осылар. Негізгі себеп осы. Резус фактордың сәйкес келмеуі деген ондай жоқ па? Біз мысалы әйел адам мен ер адам жұп болып шаңырақ көтермес бұрын тексеріп алған сәйкес келе ма, сәйкес келмей, бірақ сәйкес келмейді деген жоқ па сонда? Жоқ, сәйкес келмейді деген жоқ. Осынау мен мифке сеніп жүрмін ғой онда. Ондай мифке сеніп жүрсіз. Біз жеті атады сақтаймыз. Біз бір-бірімізбен нағашы жиен бөлек қыз алмаймыз. Біз қанымыз таза. Оны біздің аталарымыз бұрында генетиканың шығарылмаса да біліп қойған. Ол жерде тұқым қуалайтын аурулар көп. Мысалы, бір рудан алдыртпайды. Сол сияқты ол жерде сәйкес еместігі деген ол бір мен сізге айта алмаймын, ол соның себебінен бедеулік мәселесі болып тұр деп. Ол кейде болады идиопатический бесплодие, себебі белгісіз бедеуліктер болады. Яғни себебін анық біле алмайсың. Сол үшін енді 5 жыл, 7 жыл жүктілік жоқ, бірақ біз себебін табамыз деп ол жүре алмайды ғой ұзақ. Тіпті болады, эко жасаймыз, бір баласы туады экомен, ары қарай өзі топырлатып өзі туып кетеді. Ондайларды көреміз. Немесе біз экоға дайындалып жүреміз, одан кейін балалардың өздері табиғи жолмен көтеріп кетеді, ол психологиялық жағдайда ма, оны тіпті кейде болады әйелдердің бір әлі негізі бар ғой, кейде стресстің де әсер етеді. Бір дайын болмауы, немесе мен былай сұрақ қоям, қабылдауға келгенде. Мама болғың келе ма жалпы деймін. Может ол болғысы келмейді шығар. Қоғам оған қатты қысым жасап, яғни сен туу керексің, әйтеуір осы бізге немере керек, сіз жиен керек, біз екі жақтан неге тумай жатсың, қашан етеккірің келеді, ана бәрін өзі етеккір келген сайын өкіріп жылап, ананың бәрін қабылдап, солай қиындық тудыратын сияқты. Сол стресстің әсерінен даже мысалы дұрыс жыныстық қатынасқа түсе алмауы мүмкін күйеуімен, мысалы оның бәрі әсер етеді. Сонда сұрастыра келе, кейде психологиялық тұрғыдан да осындай. Сол үшін бүйтеді ғой, экоға дайындалып келе жатады да, әйтеуір болмаса осы экоға барамын ғой дейді, көтеріп кетеді. Экоға анализ тапсырып жүріп өздері көтеріп кетеді. Ондай пациенттер болды менде, мысалы. Бұл расымен психологиялық жағдай сияқты. Экоға дайындалып келгесін ол ана болуға да дайындалып келеді ғой ішінен. Ол уже өзінен бетеді. Мен уже етеккірінде циклін қарамайды, өзін жайлы сезінеді. Әйтеуір барамыз ғой ертең мына экоға барғаннан кейін көмектеседі ғой деп ойлайды да, жеңіл көтеріп кететін жағдайлар болады. Сіз мана айтып кеттіңіз ғой, бір баладан кейін спираль салмау керек деген сияқты ұсынбаймын деп. Жалпы бір баладан кейін де бедеулік деген диагноздар қойылатын нәрселер болады. Оған негізгі себеп психологиялық себеп болуы мүмкін ба? Мысалы, бала босанған кездегі қиындық, ауырсынудың барлығынан әйел, жас ана шошынып қалып, содан екінші бала көтеріп. Ол да бар, стресстік жағдай, ол да бар. Менің өзім құрбым бар сондай. Бір балам босанған кезде өте ауыр, жалпы босанғаннан кейін де психоз болған құрбым бар. Келесі босану ол қорқыныш үреймен жүреді. Тіпті өзі көтермейді. Ал егер әрине ол жоспарлап жүріп көтермесе ол басқа. А егер өзі психологиялық тұрғыда ол қорқыныш үрей болса, ол пока ол өзінің психолог, психотерапевт мамандармен жұмыс істемесе, ол оны біз айтамыз, ана парақты жабу керек. Ол сол баламен болған жүктілік. Келесі парақты ашу керек. Ол жерде мүлдем басқа болуы мүмкін. Сен бірінші босанған кезде ол басқаша, сол кезде қатты бір стрессқа түсіп кетуі мүмкін. Дайын емес болған болуы мүмкін мысалы. А келесі жүктілік. Ал мынандай жағдай болады. Бірінші баласы босанды.
босанғаннан кейін бала жолдасы қалып қойып немесе жатырды тазалау, қандай да бір одан кейін бір гинекологиялық бөлімшеге түсіп емделіп, хронический эндометрит қайта емделіп, температура жетіп мысалы да күтінбеген кезде сондай болып қалса, әрине ол жерде қауіп бар. Ертең келесі баласына көтеру мүмкіншілігі қандай екен деп біздер қараймыз. Сол кездерде кейде жатыр түтікше қандай да вмешательство дейміз, араласулар, жатыр тазалай берген сайын, ол сырттан келген бөгде біз жай тазаламаймыз ғой. Ол жатырды сақтап қалуға тырысамыз, ол іріңдеп кетуі мүмкін. Мысалы, сол кездерде біз әйелге барлық ем домдарын жүргіземіз. Жүргізгеннен кейін біз сол кездегі нәрсені істейміз. Мысалы, әйел аман қалу керек. Ал ертең бір 2-3 жылдан кейін тағы жоспарлаймын дегенде біз зерттей келе ол жерде қиындықтар туындауы мүмкін. Спайкалық жағдай жатырдың ішінде мысалы. Немесе жатыр түтікшелердің бір қызметтері бұзылыстары байқалуы мүмкін. Спайкалық деген ол не? Спаечный процесс дейміз. Жабысқақ аурулар дейміз. Ол жатыр кейде болады, қайта жатырдың ішін тазалай берген сайын ана ішіндегі жабысқақ нелер толып кетеді. Мынандай өрмекшінің несі сияқты аппақ пленкалар дейміз. Солар зиян келтіруі мүмкін. Ол жатырлық фактор дейміз. Сол кезде қараған кезде, егер табиғи жолмен көтермей жатса, қайсы себебі ол мүмкін, соны анықтау арқылы біз көре аламыз. Маған қорқынышты болып кетті шынында. Да? Көп нәрсе айтып қойдың ба? Жоқ, ана ішіндегі спайкл деген нәрсе мен өзім түсінбейтін білмейтін тақырып болғасын көзіме елестеп кетті да. Шынымен де балалы болу деген үлкен жауапкершілік, қиын процесс қой. Негізі қорқыныш бар ғой. Қорқытып жүрген жоқпын ба? Жоқ, барлығы да енді ғылыми негізде болғасын мен барлығын түсінемін әрине. Ал эконың мысалы сәтті шығуы не нәрсеге байланысты болады? Эконың сәтті шығуы? Иә, себебі енді көп әйелдер барып жүр, бірақ ол тағы түсіп қалады, немесе басқа да қайтадан салады. Бірнеше жылдап эко процесімен жүрген адамдар бар, иә, мен білетін. Енді экоға бағдарламасына бізге жас әйелдер келмейді ғой, иә. Көбіне 37-тен асқан әйелдер келмейді. Келмей ма? Жас әйелдер келмейді. Көбіне енді келетіндер бар, 1-2 жыл, олар тез көтереді. Көбіне мына сіз айтып отырғаныңыз ұзақ жылдар бойы көтере алмайтын себептер ол 37-тен асқан әйелдер. 40-тан асқан, 45-те келеді, 48-де келеді жасы. Қалай ойлайсыз, 48 жастағы әйел ай сайын көтере ма? Жоқ. 37 жастағы әйел ай сайын көтере ма? Қалай ойлайсыз? Жалпы статистикаға үңілсек, 20 жастағы қыз бен жігіт егер бір айда жоспарласа, жаңа сізге мен айтып отырмын, бір айда бір ғана аналық ұрық шығады. 20 жастағы қызда. Ол ұрықтануы мүмкін, ұрықтанбай қалуы мүмкін. Мысалы, сол үшін неге 12 ай беріледі? Неге ол бір айда егер көтермесе, бедеулік деген диагноз қойылмайды? Оған 12 ай беріледі. 12 ай ішінде ретті жыныстық қатынасқа түсіп, сақтанбай, сақтанбаған кезде жүктілік болмаса, ол бедеулік деген диагноз болады. Енді жаңа сіз экомен ұштастырып айтайын. Эко ол бір етекір циклын алады. Иә, сіз мысалы 12 ай бойы эко жасасаң, әрине туады ол әйел. Да. Иә, 12 рет жасасаң. Бірақ ол біз 12 ай жасамаймыз ғой. Әрине қымбат. Біз 12 ай жасамаймыз. Біз бір айдағы етекір циклындағы ұрықтарды аламыз. Ол бізде 27-дегі аналық ұрық жақсырақ, чем 37 жастағы, чем 47 жастағы. Демек сәтті шығуы ананың жасына байланысты. Жасқа байланысты, сапасына, ұрықтың сапасына, жолдасының ұрығына байланысты. Жолдасының ұрығын кейде біз өзі шығып жатса ұрығы, пайыздық мөлшер аз болса, ем-домға көнбейтін болады спермограмм нәтижелері. Кейде ауыр факторлы ер адам бедеуліктері болады. Ол қиын болады бізде. Эмбрион өсуі қиын. Эмбрионды алған етістікмен аналық ұрық пен аталық ұрық қосқаннан кейін 5 күнге дейін өсіреміз ғой, көреміз. Сонда жаңа мен айтайын дегенім, кемінде 6-10 аналық ұрықтан бір жақсы эмбрион шығады. Сол бір жақсы эмбрион, оны генетикалық талдау жасаймыз, ол дені сау ма, сау емес па. Табиғатта не кездеседі, замеші, выкидыш бәрі кездеседі. Сол кезде жатырдың ішін дайындап саламыз. Сонда қазіргі соңғы осы эконың нәтижелігі тіпті 60%-ға дейін мүмкіндік бар. Бұрын мысалы 2000 жылдар, 90-2000 жылдары мысалы 2000 жылға дейін 15-20% мүмкіндік еді. Түсіндіңіз бе? Экон нәтижелігі. Ол технологияның дамуына байланысты біз нәтижелікті көбейтіп жатырмыз. Но бірақ біз әйелдің жасын біз жасарта алмай жатырмыз ғой. Иә? Сол әйелдер бұрынғы сол жастағы сондай диагноздармен келеді, кеш келетін мысалы ерлі-зайыптылар.
Сондықтан мен статистиканы жаңа бастап айтып кеттім, 20 жастағы қыз бен жігіт егер бір айда жоспарласа 20% мүмкіндік бар. Табиғаттың өзі. 30 жастағы әйел 15% мүмкіндік бар. 35 жастағы 10% мүмкіндік бар. 40 жастағы әйел 5% мүмкіндік бар. Бір айдағы. Ал біз бір айдағы эко жасаймыз. Бір айда 40 жастағы әйелде қандай көп эмбрион бере аламыз ба? Мысалы, ұрық сапасына байланысты. Ол эмбрион дені сау ма? Мысалы, соған байланысты біз сол эмбрионға тәуелдіміз. Әрине, ертерек болса, тез көтереді жас әйелдер. 35-ке дейін келсе, тез көтереді. Яғни ұрықтың санына байланысты, сапасына байланысты. А 35-тен кейін кішкене біз қиындау болады. 1 эко, 2 эко, 3 эко, мысалы. Даже 1 экомен, мысалы, жас 35-ке дейін 3-4 эмбрион болса, 1 экомен 4 баласын туғандар бар. Бір мысал, 2000 мысал делік, 2020 жылы 5 жыл бұрын делік, эко жасаған, 1 баласын туған, мысалы. Сосын 2022-де тағы эмбрион қазылып тұрады ғой, 3-4 эмбрион тұрса, ертіп сала береміз тек. Ертіп салу хранениесі сақтауы, мысалы, айны сақталып тұрады, 5000 теңге төлейді. Ал оны, ол 30 жаста, қазір 35-те, сол 30 жастағы эмбрионын, сақталған эмбрионын сала береміз. Сонда мүмкіндік бар. А егер 40 жастағы әйел кеш келіп, егер эмбрион бір-ақ штук болса, оның эмбрионы қалған жоқ болды. Бір-ақ штугын салып бердік болды, ол көтермеді. Ол қайтадан бар үшін қайтадан қымбат эко. Қайтадан ұрық алуымыз керек. Жаңа дәрілік препараттар бізде өндірмейді ғой, өкінішке орай. Жаңа бастап қайтып кеттім, 600-700 мың теңге кетеді дәрілік препараттарға. Шетелден алдыратын болғандықтан. Шетелдіктен, иә, ол біз дұрыс препараттар алғымыз келеді ғой. Швейцарский, кәдімгі дұрыс, иә. Сондықтан сол препараттарды алу арқылы, егу арқылы біз ұрықтарды аламыз. Сол эко жасаймыз. Техникалық жағынан Қазақстанда барлығы бар жағдай жасалған. Эко, это супер просто. Біз шетелден, Европадан, тіпті Японияда, бізде қазіргі жалпы эмбриондарды өсіру, искусственный интеллект дейміз, жасанды интеллект арқылы даже сіз үйде отырып эмбрионыңызды қалай өскен көре аласыз. Біз сізге телеграмға жібереміз. Мына сізден 6 аналық ұрық шықты, оның ішінде 2 ұрықтанды, 5 тәулікке шейін мысалы осындай эмбрион шықты. Осы эмбрионды саламыз. Үйде дискі береміз, үйге немесе жаңағыдай жүктеп береміз. Сонымен біз комментировать ете аламыз қазір. Қарашы, технологияның қандай, ол эмбрионоскоп айдаскор деген, яғни оның ішінде ол искусственный интеллект уже баға беріп қояды, адам қатыспай. Мысалы, осы эмбрион ертең балл бойынша, 10 балдық система бойынша, мысалы 9 балл. Онда біз увереніміз, мысалы 5 эмбрион, мысалы отырса, сол эмбрионға 5, мысалы енді шамамен бірдей деңгейде береді ғой бағаны, бірақ бұл жерде искусственный интеллект уже баға беріп қояды сен балаңа, болашақ балаңа. Үштікші, екілікші, бестікші. Қызық. Осы мысалы осындай аппараттармен жаңа айттыңыз ғой, сіз эмбрионды аласыздар, генетикалық талдау жасалады. Оған мысалы бұл қандай аурулар жоқ па, қандай да бір деген сияқты. Көбіне хромосомалық аурулар зерттейді. Бұл көбіне синдром Дауна, синдром Тарашевского, Клайнфельтера, Эдвардса, мысалы алдын ала хромосомалық аурулар. Себебі 35-тен кейін хромосомалық аурулар жиі кездеседі. Мысалы 35-тен кейін табиғи жолмен замерші выкидыш болып жатады ғой. Сол эмбриондардың жалпы ар жағында сапасы нашарлаған. Сапасы немесе хромосомалық ауруға болуы мүмкін. Соны біз Алла тағала бізге сол эмбрионы ары қарай өмірін жалғастырмайды. Ол қатып қалады, жаңағыдай жүрек соқпай қалады, немесе түсік тастауы мүмкін. Ол естественно отбор. Ар жағында дұрыс емес эмбрион өссе. Жақсы, бұндай аурулардың алдын алып тексеруге болады. Ал мысалы жынсын анықтауға болады. Сол осы міне жаңа менің сіз сөзіңіз аузыңызда мен соны ары қарай айтайын деп едім. Осы генетикалық талдау арқылы біз көре аламыз оның ішінде қыз ба, ұл ма, дені сау ма деп. Салмай тұрып. Оған мысалы қазір енді біледі ғой барлығы әйелдерде, ерлерде келе ма бір жынысқа тапсырыс. Енді заң бойынша болмайды ғой. Заң бойынша мына қыз салып бер, ұл салып бер, дені сау, ерлі-зайыптылар келген кезде болмайды. Ол ішінде жаңағыдай эко жасатқан кезде, экоға көрсеткіш болған кезде, сосын генетикалық талдау зерттеу арқылы біз көре аламыз, мына дені сау қыз бала, мына ұл бала қайсысын саласыз деп айтамыз, мысалы. Ал түріне байланысты, мысалы көзі көк болады, шашы бір нәрсе болады деген ондайлар жоқ, иә? Бірақ осындай да миф бар сияқты. Енді ғалымдар қазір зерттеуде ғой, онда бір істейтін шығар. Ертең болашақ баламның көзі көк болса екен, немесе
маған ұқсаса екен деген секілді. жақсы экоға келетін адамдарға мысалы қандай психологиялық дайындықпен жалпы бала болғысы келетін адамдарға маман ретінде кеңес берсеңіз қандай психологиялық не физикалық дайындықпен келу керек? Енді бұл жерде мен айтар едім, ерлі зайыптылар бір бірімен жақсы қатынаста болу керек, жақсы баланста. Жақсы дегенде жалпылама сөз ғой, бір бірін қолдау көтерген кезден бастап туғанға дейін, туғаннан кейін де үлкен жауапкершілік қой. Сол қатты әсер етеді, әсіресе мына әйел адамға ер адам тарапынан қолдау көрсетсе, біз жеңіл өтеміз, тіпті біздерге ондай көп сұрақ болмайды. Егер ер азамат мысалы оның бір-екі сөз жетеді әйеліне, бәрі жақсы болады, уайымдамашы десе, сол қыз бала уайымдамайды, табиғи жолмен өзі көтеріп кетеді. И әдемі жүреді, жүктілігі әдемі жүреді. Егер ер адамнан қолдау болмаса, ол кейде бізде біреуінде білініп қалады. Кейде сабырсыз болып жатады сол пациент, кейде гормондардың прогестерон гормондардың бөлінуіне байланысты кішкене ашушаң болып сол пациенттер жүкті кезінде үйдегі қандай да проблемалар ол болашақ балаға әсер етеді. Бала ертең қатты босанғаннан кейін бала мазасыз болуы мүмкін. Ол сол 9 айдың бойында қалай әйел жүрді, қалай жүктілік әдемі өтеді, бала да әдемі болады босанғаннан кейін. Жүктіліктен кейінгі депрессияға да тікелей әсер етеді. Әрине. Егер ол пациент дайындалмай, психологиялық тұрғыда стресспен жүрсе, ол мен сізге айтар едім, ол пациент тіпті жүктілік кезінде сондай стресспен өтеді, босанғаннан кейін тіпті қиын болады. Ол 2 есе қиын болады. Ол тіпті өзіне көмек керек, не то что балаға. Өзіне жәрдемдесу керек. Сыртқы мысалы ата-анасынан, жолдасынан, жан-жағы адамдардан мысалы босанған әйелге үлкен көмек қажет. Ол өзін босанған әйелдердің өзі көбіне мысалы босанып келеді, 1-2 айдан кейін келеді ғой, приемға келген кезде өзін бір ыңғайсыз сезінеді, астының бір өзін бір андай психологиялық тұрғыда демей, өзін мен әдемі емеспін дейді тіпті. Мен туғаннан кейін астым қалай болып кетті дейді. Айтам, не болып кетті? Бәрі тамаша, әп-әдемі, бәрі орында. Видите, сіз сонда дәрігерлер даже қабылдауға келген кезде, босанғаннан әйелді қараған кезде, біз күшті көмек көрсетуіміз керек. Бәрі тамаша, орнында, аналық безіңіз орнында, жатыр әдемі, астыңыз әп-әдемі. Емізе беріңіз балаңызды. Кайфуйте. После родовый период кайфуйте. Балаңыз ол өсіп кетеді ертең. Ол ана жаста көп болмайды ғой, өсіп кетеді тезірек. Сол үшін бала қазір сіз бақыттысыз, балаңызды омырауыңызға емізіп сол сатыға жетіп отырған. Кейбір кезде біз босанған әйелдер оны түсінбейді, шаршап жүреді, ұйқысы қанбай. Режимді дұрыстау керек, тамағын да дұрыстау керек, жалпы жақсылап күтіну керек. Миф немесе шындық деген бірнеше сұрағым бар. Соны жалғастырсақ, мысалы жыныстық қатынастың әйел адамның ағзасына пайдасы мен маңызы зор деген нәрсе жоққа шығарасыз ба? Естіп жатамыз, тіпті кейде адамның маған жалпы ұнамайтын тақырып көбінесе мысалы әйел адамның ашушаңдығын, басқа да мінездерін көбінесе осы жыныстық қатынасқа және ПМС-қа танып қояды да негізі. Осыған негіз бар ма? Жоқ, әрине. Ол жыныстық қазір мен де көріп жатамын, кейде жыныстық қатынас ол денсаулыққа байланысты жыныстық қатынасқа болу керек екен деп. Олай емес, олай ешқандай да әсер етпейді денсаулығына. ПМС кезеңі? ПМС кезінде әрине жаңағы мен сізге айттым ғой, эндометриоз деген диагноз, ПМС өте ауыр өтетін ПМС болуы мүмкін. Ол кезде ол дәрігерге қаралу керек, оны кішкене психологиялық жағдайда, егер ол ауырсынып, жаңағы тіпті жұмысқа бара алмайтын жағдай болатын болса, әрине оған көмек беру керек. Болды, ол ешқандай да жыныстық қатынасына байланысты емес. Ал ПМС-тің адамның көңіл күйіне әсеріне байланысты не айтар едіңіз? Ол болу керек па? Солай құбылуы керек па? Енді әр адам әртүрлі ғой, индивидуалды тұрғыда, мысалы қандай біреу шыдамсыз, біреу шыдамды, ол ауырсынғанда кейбір сезімтал, қатты сезімтал болып, ол барлық енді ПМС-ті тіпті кейбір қыздарымыз тіпті білінбей жатады ғой, мысалы да. Кейбір қыздарда ол өзінің адам табиғатына байланысты деп ойлаймын. Мысалы, оны қалай қабылдауына байланысты. Белгілі бір осыған байланысты да қазір дәрі беріп, успокоительный беріп деп мен айта алмас едім. Әрине белгілі бір денсаулығына байланысты егер сонымен ұштастыратын болсақ, онда көмек беру керек. Тіпті сол күні мысалы 2-3 күнге сол
өміріне бір качество жизни дейміз ғой, соған әсер ететін болса, иә. Ал бізде жалпы қоғамда жаңағы айтылмайтын кейбір тақырыптар бар, табу тақырыптар, және көбінесе мысалы сол нәрсеге көп фокус қояды, ал ол негізінде ғылыми тұрғыдан дұрыс емес деген сияқты ғой. Ол үшін жыныстық сауат жақсы болу керек, көбірек айтылу керек, және маңызды емес екені туралы көбірек айту керек. Мысалы қызық перде туралы. Қызық перде? Иә, қызық перде туралы. Не айтайын? Жалпы осыны сіздің алдыңызға келген клиенттер үшін қатты маңызды болып, осы мәселеге байланысты тіреліп қалған, керек дейтін болды ма? Ата-аналар болды ма? Мен айтайын сізге, менде бір қабылдауға қыз бала келді жігітімен. Ұзату тойы енді болайын деп жатыр. Сол қыз баламыз, жігіті қыз болашақ келіншегі ғой енді, болашақ жарына сенбейді. Тексертуге. Иә, тексертуге келді. Және олар оның алдында бір күн бұрын жыныстық қатынасқа, былай болған ғой, жыныстық қатынас болған, бірақ қанды бөлініс көрінбеген. Сосын жігіт айтады, бұл қыз емес дейді. Содан қыз жылап бізге келеді. Мен қызбын, ешқандай жігітпен болған жоқпын, мен шынымды айтамын, сіз мені көріп беріңіз дейміз. Сөйтіп қарасақ, қыз балада қызық перде орында тұр. Мына жігітте де бірінші қыз екен, мына қызда да ең бірінші. Бұл жыныстық қатынас ары қарай дұрыс болмау деп ойлаймыз. Қызық перде алынбаған. Сосын қабылдауда түсіндірдік. Қайтадан болуды ұсындық. Қалай айтамын? Ал қызық перде болмайтын да жағдайлар болады ғой? Әрине, ол анатомиялық орналасуына байланысты. Жалпы маңызды не? Адамның организмде оның рөлі ма? Рөлі, қызметі. Енді рөлі, қызметі енді тазалыққа шығар, біздің жаңағы ең басты жаңағы айтылатын. Енді қыздар өздеріне де былай. Бірақ енді оның особы денсаулығына осылай, осы қызық болса болмаса осылай әсер етеді деп ешқандай ондай жоқ. Бірақ жаңағы оның бергі жағында орналасуы мүмкін қызық перде. Анатомиялық жағдайда ол жаңағы туа біткен, солай қызық перден туа біткен түбіне қарай орналасуы мүмкін, мысалы да. Сол орналасуына байланысты. Түсінікті. Ал ол және баланың жынысының жыныс кімге байланысты? Ол жігітке байланысты. Жігіт береді жаңа нені. Қыз болатын, ұл болатын болашақ. 4 қыз туса, сол қыз жігітке байланысты. 4 ұл туса, сол жігітке байланысты. Себебі әйелде 46XX хромосома, еркекте 46XY хромосома. Y хромосома еркек береді тек қана. Түсінікті, иә. Осыны дұрыстап шегелеп айту керек сияқты, себебі бізде шынымен де қоғамда әйел адам ұл тумайсың деп па? Ұл тумайсың дейді, қыз тумайсың дейді, әйелін кемсітеді. Жалпы мысалы гинекологқа, маманға барудан қорқатын да адамдар бар ғой? Бар. Иә, соларға не айтар едіңіз? Бірінші білу керек, неден қорқып қалды. Мысалы, менде бір пациент болды, тұрмысқа шықты, сол школдағы жігіті ары қарай үйленуге енді үйленгілері келді, яғни ол жыныстық қатынасқа түсуден қорқады. Сөйтіп жыныстық қатынасқа түсе алмайды, 3 жыл бойына екеуі бірге тұрады. Ол проблема. Сонда біз не үшін проблема десек, ол ар жағында түбінде оған 7-ші класста оқып жүргенде жеңешесі айтқан, жыныстық қатынас болған, ол мүлдем ауырады, пышақ сұққандай деп айтқан. Соны қатты қабылдап қалған 7-ші класста, енді өсіп келе жатыр, етекірі келеді, енді жыныстық жетіліп келе жатқан қыз бала ғой. Мен содан үрей қорқыныш. Содан жігітімді жақсы көрем дейді, бірақ жыныстық қатынастан қорқам, сол мені пышақ сұққандай бола ма деген сондай менде сондай қорқыныш бар. Содан сол ерлі-зайыпқа мен көмектестім психологиялық тұрғыда. Содан кейін маған келіп кетті, одан кейін балалы болды, бәрі жақсы болды. Бірақ енді 3 жыл бірге болмағаны өте енді
бір ол да бір оған дейін психология. келмегені Иә, оған дейін келмегені, тіпті оның ұялғаны екеуінің. Сосын мен жеке әйелмен бөлек сөйлестім, күйеумен бөлек сөйлестім, екеуін отырғызып сөйлестім. Содан кейін барып бірнеше қабылдаудан кейін барып ол тіпті біз гинекологиялық бәрі жақсы, ер азаматта бәрі жақсы, бірақ енді 3 жыл бірге тұрамыз, бірақ жыныстық қатынас болмаса бала болмайды ғой. Жалпы бала болмады деп келді, бірінші ұялып келді, бірақ ар жағын себебін сұрай келе ол сол ар жағында мүлдем жыныстық қатынасқа бола алмайтындығы келді. Сол мысалы сондықтан ол ар жағында қорқыныш, үрей гинекологтан, жалпы гинеколог маманнан емес, ол бір ар жағында сондай бір қорқыныш болуы мүмкін. Ол не үшін қорқыныш? Себебі қыз баланы ол бір жігіт егер бір болады ғой, бір бұрындарда болды ғой, бір изнасилование, немесе изнасилование бола жазда бұл қыз бала қашып кетіп мысалы сонда сақтанып қалған, содан кейін ол қорқыныш болады, сол гинеколог маманына да қорқып барады, немесе біреу мысалы тиіссе, сол қыз балаға, яғни енді жетіліп келе жатқан қыз бала, ол үлкен стресс қой, үлкен стресс. Ол жай гинеколог маман емес, ол кәдімгі психотерапевтпен бірге ол ары қарай болашағына ешқандай жолдасынан да қорықпау, ары қарай біз түсініктеме ол пациенттерге бәрін түсіндіруіміз керек, міндетіміз деп ойлаймын, көмектесуіміз керек ондай қыз балаға. Жақсы, ендеше ойымызды қорытындылай келе мысалы айтсақ, әйел адамдарға денсаулығына кері әсер етуі мүмкін нәрселер, факторлар, жаман әдеттер қайсы? Не нәрсені істеуге болмайды дер едіңіз? Енді алкогольдік ішімдіктер, ол темекі шегу, ол қазір это же электронные сигареты дейді. Соның өзі де аналық ұрықтың сапасына әсер етеді. Мысалы суық тию, ол біздің қазір өзімізге, жас кезімізде өзімізге немқұрайлы қарап, ертең болашақта соның бәрі өзімізге қарсы келуі мүмкін. Сондықтан ол жалпы мына тамақтануымыз бар, зиянды әдеттеріміз бар, жалпы артық салмақ, ол барлығы жалпылама ол бізге әсер етеді. Жалпы қазір кейбір приемға келеді 21-22 жастағы қыздар 106, 108, 110, кеше бір пациентім келді 160 килограмм. Оған сіз қалай жүктілік қыласыз? Мысалы, ол енді мен күнде жүктілік мәселесімен отырғандықтан, олардың ең бірінші, ол овуляциясы бәрі болуы мүмкін, но ол ары қарай жүктілікті 9 ай бойына көтере ала ма? Мысалы, давлениесі болуы мүмкін, тұқымқуалайтын аурулар болуы мүмкін, сахарный диабет дейміз. Өзімізге кейбір мына ынталандыру немесе мына зиянды суларды ішеміз. Аты қалай еді, горилла дейміз. Ол энергетикалық сусындардың бәрі әсер етеді. Аналық бездің сапасына әсер етеді. Ол жүректің қатты тахикардия шақырады, жүректі қатты соғуына мысалы да. Соның бәрі әсер етеді. Ол болашақ сіздің жүктілігіңіз жүктілік дейтін 1 ай болмайды ғой, ол 9 ай болады ғой. 9 айда сол жауапкершілікті алуымыз керек қой. Бәрін дәрігердің мойнына ілмей. 9 айдан кейін жалғасатын баланы күтетін ананың тағы әрине жауапкершілігі, ол ана туған балаға мама керек қой, дейін сау керек. Ол бала ананың сүтінен көп нәрін алып қояды, сондықтан да тіс түседі. Негізі мен өте қорқынышты тақырыптар бұлар. Жақсы, соңғы мысалы гинекология саласында болып жатқан соңғы жаңалықтар әлемде қандай жаңалықтар бар, және Қазақстанға осыны енгізу керек еді деген нәрселер бар ма? Енді мен түсіндім, техника жағынан біздер жақсы, өте жақсы. Енді мен эко саласынан айтамын. Техника жағынан да, эко саласынан да ол үлкен ең алғашқы әлемде не берілді, мысалы да, ол барлық қалай берілді деген технологияны қолданып жатыр. Германия болсын, мысалы Америка болсын, Япония, көбіне біз Японияда, біздің бастығымыз Японияның әдістемелерін жақсы көреді. Мысалы ол, яғни әдістеме олар алда. Солардың технологиясын ең бірінші Қазақстанға енгізетін көбіне біздің клиника. Алғашқылардың бірі болып та әлде сол келе жатыр. Олар уже өзінің уақытымен дәлелденген. Сондықтан осы технологиялардың көмегімен, жаңа сізге айтып отырмын, эконың мүмкіншілігі, жалпы жүктілігі жоғарыда. Біздің пайыздық мөлшерде айтатын болсақ. Ал мысалы енді қазір енді мына искусственный интеллект дейді, жасанды интеллект деген енді қазір ең паш етіп жатырған нәрсе ғой. Алдымызда не тұрғанын білмейміз. Әрине кейбір мамандардың
жұмыссыз қалуы мүмкін деп біздерге қорқытады ғой енді. Әлі де енді ол қаншалықты рас болатынын мен білмеймін, бірақ біздің эко саласындарда осы искусственный интеллектпен көп бізге бір өзгерістер енгізетін сияқты деп ойлаймыз. Бірақ нақты қазір жаңағы ең бірінші осы эмбрископ айдаскордан бастап осы жасанды интеллекттің қолдануына байланысты ол біздің Қазақстандағы тек біздің клиникада қолданатын эмбрископ, ол басқа клиникаларда жоқ. Алғашқылардың бірі өте қымбат тұрады, өте оның тіпті сіз жаңағы үйдегі Мерседес мысалы машина айдағыңыз келсе, или Lexus маркалы машина айдағыңыз келсе, олардың жаңағы қалай айтатын обслуживание дейміз ғой. Қызмет көрсетуі мысалы қымбат, жаңа эмбрископтікі. Сол сияқты қызмет көрсету қымбат болғанымен де, соны біз жаңашылдық қылып, біздің жетекшіміз осыны көбіне енгізеді, ол қарамайды. Яғни ол бізде одан да озатты болуымыз керек, Қазақстан ол ешкімнен кем қалып отырған жоқ деп та. Сол сияқты пьезоикси деген бар. Икси деген интерцистоплазмический виден сперматозоид, яғни мәжбүрлі ұрықтандыру, аналық пен аталық ұрықтандыру. Мысалы, ол пьезоикси деген ол яғни зиянсыз, яғни аналық пен аталық табиғи жолмен ұрықтандырғанмен бірдей. Сондай біз жалпы жаңалық көп қой қазір деген, мысалы, енді оның керемет қой қазіргі біздің жаңағы мүмкіндіктері өте жоғары. Ал бірақ мен ойлаймын, біздің акушерство гинекологияда да, мысалы перзентханаларда да өте жақсы жұмыс жасап келе жатыр. Үлкен жаңағы туу көрсеткіштері мысалы бізде енді оңтүстік Қазақстанда мысалы жоғары, Шымкент қаласында мысалы да, оңтүстік көбіне Маңғыстауда да бір-бірімен кезектесіп тұрады, осы туу көрсеткіші жоғары. Сондықтан үлкен қызмет істеп жатыр деп ойлаймын біздің мамандар. Бәрін ол мамандарға көмектесу керек деп ойлаймын. Әркім өзіне денсаулығына қарау керек, денсаулығына әр адам өзі жауап беру керек. Болашақ балалы болатын, болашақ келіншектеріміз, қыздарымыз өзіне немқұрайлы қарамай, қазірден бастап өзіне ертең мен ана боламын ғой, ешқандай ертең зиянды әдеттер осы ешқандай менің өміріме қауіп төндірмес екен деп үлкен жауапкершілікпен қарасын деп ойлаймын. Тек жалғыз барлығын дәрігерге итеріп қойып, бірдеңке болып қалса дәрігер қазір кім жаман, дәрігер жаман. Қазір қоғамда бәрі сондайда бір роддомдағы бір кейде жаным ашиды. Олардың жұмысында қандай ауыршылдығын мен өзім көргеннен кейін айта аламын. Жақсы. Сіздің сөзіңізге қосатыным, және бұл тақырыпты ұялмай, ашық айтып талқылау керек. Әсіресе мысалы қазақ тілді ортада көбінесе енді біз жаңа білеміз ғой, қалада өскен орталарда бұл мәселе ашық айтылады да, ал ауылдық жерлерде, өзім ауылдан айтылмайды. Өзімде мысалы мектепте ондай ешнәрсе айтылмаған, сондықтан да соған сүйеніп айтамын да. Айтылу керек, және психологиялық, физикалық жағынан ана болуға дайын болу керек тұрсыны. Қорытынды ретінде. Ендеше сізге көп-көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Осылай ата-аналарға үміт сыйлап жүре беріңіздер. Аман болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Сізге көп рахмет, Шынар.